Қайырлы күн достар, бұл жаңа подкаст. Біздің подкастта қыз-келіншектер өздерінің өмірімен бөліседі. Жай ғана қыз-келіншектер емес, өзін өзі жасап жүрген, былайша айтқанда self-made womanдар бізге келіп сұхбат береді. Дана құрбым екеуміздің жаңа бастамамызға қолдау білдіріңіздер. Подкастымыздың ең алғашқы қонағы Нурила Ақберген. Нурила біздің әріптесіміз, журналист, телевизияның маманы, блогер. Жалпы регалийлері өте көп, әрі қарай таныса жатармыз. Қош көрдік. Алғашқы қонақ ретінде шақырғандарыңызға өте қатты қуаныштымын және қолдауға дайынмын. Рахмет көп. Жаңа кірген бойда бірінші әңгімеміз біздің парковка туралы болды ғой. Жалпы Алматыда парковка деген өте қиын мәселе. Сұрағым келіп тұрғаны, жалпы рөлге қашан отырдың? Жарты жыл болды ау деймін. Осы жақында, байқадым мен Инстаграмнан. Не түрткі болды рөлге отыруға? Негізі мен рөлге осыдан 10 жыл бұрын отырғым келген. Негізінде. Бірақ оған мына түсінік маған ауыр тиді, және де кішкене мені тежеген шығар. Жалпы әйел адам көлікке отырса, оны айдай алмайды, ертең соғады. Енді көп. Мен папам айтатын. Оңдай алмайсың ба, айдама деп. Мен солай қалып қойғам. Жалпы бізге қазір дін әртүрлі ағыммен келіп жатыр да. Біреу саралап алады, біреу тікесінен қабылдайды. Сауд Арабиясында әйелдер тіпті алдына отырмайды. Сен қалайша рөлде отырасың деген түсінік мені қатты көкейімді андай, қалай айтсам екен, неге деген сұрақ көп туындайтын. Неге бұл түсінік біздің қазақтарда бар, неге барлық әйелдер айдағысы келетіндер айдай алады, ал ерлері рұқсат етпесе айдай алмайды деген түсінік мені өлтіретін. Қалай мен өз-өзіме келдім, өзімнің ішімдегі түсініктері, блоктардан арылдым дейді ғой, қазіргі тренд сөз бойынша. Көлік алдым сосын. Кстати, жаңа Саудияда деп айтып жатсың ғой, бірақ қараңыздаршы, чем лучше танымайтын Яндекстегі водительге отырғаннан көрі, который мысалға қарайтын болсаң, басқа еркекпен отыруға болмайды деген нәрсе бар, лучше қазір мысалға айтады, лучше әйел адам өзі машинада болсын дейді. Вот. Жаңа айтып жатсың ғой, бұрын мен жаңағы әйел адам алдында да отырмау керек, айдамау керек, діндегі көзқарас. Оның бәрі ол кімнің көзқарасы болды? Былайша айтқанда мен деп жылай жүргенбіз. Дұрыс емес, орысша айтайын, искаженный түсінік дейді. Дұрыс емес ұғымның, қисық ұғымның былайша айтқанда құрбаны болдым деп айта аламын қазір. Өзімнің отбасында әке-шешем кәлиманы үйретті, Алланың көркем есімдерін жаттатқызды. Былайша айтқан кезде біздің үйде кәдімгі дастархан басында батасыз тұрмайтын отбасы болдық. Дегенмен, бірақ мен ешқашан әкем сен былай істеме, бүйтпе, сөйтпе, басыңда жаулық болу керек, қысқа кимеу керексің деген тыйым айтпаған. Бізге біздің әке-шешелеріміз айтатын сөзі бар ғой, ешкімнің ала жібін аттама, өтірік айтпа, тағысын тағы, осындай кәдімгі жалпы қазақ. Бірақ бұның барлығын түпкі-түбірін қараған кезде ислам жатыр да. Ал кейін тұрмысқа шыққаннан кейін менде де болды бір фанатизм болды деп айта аламын. Енді ол бір бәрінде өтетін бір кезең сияқты. Көп адам енді намаз оқып, енді бастаған кезде бір өтеді сол бір нәрсе. Қабыл кемей кеткен кезіміз болған. Сондай болады өзі. Мен де сол бір кезеңнің құрбаны болған шығар. Мүмкін ол сабақ болып тұр, қазір оны оқынып тұрмын. Енді бәріміз жас болдық, түсінігіміз соған қарай болған шығар. Сол кездері мен енді кітапты оқимын. Кітапты оқимын, барлық кітапты оқимын. Кітапты енді өте көркем жазады, өте әдемі жазады, жүрекке жеңіл жазады. Бірақ уағыздарды тыңдаймын да ауырлап кетемін ғой. Сол уағыздарды тыңдаймын, ауыр маған. Неге деген сұрақтар менде өмірі қойылатын. Және оның сол сұрақтарға жауап іздесем, бәрі кеп әйелге тіреледі да. Сонда бұл мен былай ойлайтын, сонда мен бұл әлемге келдім. Мен әйел болып жаратылдым. Адамын бірінші, сосын Аллах жаратты бізге. Жаратты, әйел қылып жаратты. Сонда менің міндетім, менің бұл өмірдегі парызым, осы дүниедегі тек ерге қызмет ету ма деген сұрақ мені ішімде триггер етеді деп айта аламын. Неге мен тек қана ерге қызмет ету керекпін? Мен сонда менің армандарым қайда, менің мақсатым қайда, менің көкейімдегі бір
жанып тұрған қалауларым қайда? Оның барлығын сонда мен жиямын да қойып қоямын да, тек менің бұл өмірдегі қызметім тек ерге қызмет ету керек па деген. Неке, қалай ол, әділдік қайда деген сұрақтар көп мазалайтын. Бірақ мендегі ортадағы түсінік, сол кездегі фанатик етіп тұрған түсінікте, әйел адам міндетті түрде төмен тұру керек. Әйел адам былайша айтқанда ер сөйлеп жатыр ма, сөйлемесе де бір қарады ма, сен сөйлемеу керексің. Ата-анаңның қарым-қатынасы қандай? Менде ата-анамның қарым-қатынасы екеуі де заң адамдары, заңгерлер. Және де олар көбінде заңды, көбінде ұстанатын кісілер. Сосын әкем де шешем де былайша айтқанда өзінің заманында өте оқыған, былайша айтқанда қалай айтсам, кітап көп оқыған адамдар. Біздің үйде бір бөлменің жартысы кітап болатын, төбесіне дейін. Мысалы, үй тірлігімен айналыстырмайтын. Біз үйде 2 қызымыз, ағам бар. Тамақты істеткізбейтін. Және де білмеймін, мен ойласам, маған сен келін боласың, ертең үйді жинау керексің, ертең құдаларына ұят болады деген маған бір ауыз сөз естімеген екен де, маған бір нәрсе айтатын. Оқы. Сен оқысаң ғана көзің ашық болады. Бастысы бұл өмірде надан болмау керексің. Болды. Осыны айтатын. Сол үшін бе білмеймін, мен кітаппен дос болып өстім. Мен кітап оқып отырып па бізді мазаламайтын. Сондай болды. Қарым-қатынасы енді былайша айтқанда әкем де шешем де өз ойларын ашық айтатын адамдар. Анаң жаңағындай басын төмен түсіріп еркек сөйлесе болды деп үндемей, ондай адам емес. Енді олардың заманында ондай болмады. Олардың заманында былайша айтқанда құрдастар сияқты сөйлеседі ғой. Сондай бір болды. Но Шымкентке шыққан уақытта сенде уже бәрі өзгеріп кетті. Шымкент емес, Тараздікі ғой. Жоқ. Мен тараздықпын, бірақ Шымкентке шықты ғой. Тұрмысқа шыққанда, сөз. Получается, так, мысалға, Иә. мен батыстықпын, мен Шымкентке шықсам, точно андай сыну болатын еді. Конечно, мен Қарағандының. Тараз хотя бы көрші ғой. Сен Шымкентке шықтың. Мен адамдарды бөле алмаймын. Сенің айтып отырғаның, мысалы, Тараздікі болғанмен де, мысалы, қара, біз айтатын оңтүстікке тән емес та, жаңағыдай кітап оқып отырсаң тимеу деген. Потому что мен көрген оңтүстіктің қыздарына, наоборот, кішкентай кезінен андай деп айтады да, типа, күйеуге шығасың, тамақ істеп үйрен, үй жинатып үйретеді деп, сондай айтады да, и соған айтатын да, то, что даже вроде бы как андай көршілес қалалар, бірақ бәрібір өзгеше болды да, тәрбие. Дегенмен ойлаймын, бірақ менің туысқандарым арасында бірақ қыздарын дәл солай тәрбиелегендер бар. Үй жина, ертең тұрмысқа шығу керексің деген сияқты. Мен ойлаймын, бұл әр отбасының өзінің бір идеологиясына байланысты сияқты. Мен әке-шешем мүмкін ойлаймын, бұл өмірдің мәні тек қара қазанда емес, әйел адам үшін. Мен қамыр жай алмайтын. Шынымен. Мен де жай алмаймын. Қамыр жайғым да келмейтін. Әлі жай алмаймын. Биыл үйрендім. Мен өмір бойы жайма сатып аламын. Жоқ, мен үйрендім. Тұрмысқа шыққаннан 5 жылдан асқанда 5-ші жылда үйрендім. Сон анам айтады, қамыр илегенше сатып аласыз сосын ба? Не? Мен дәл осындай түсініктегі адаммын. Мен қамыр илеп, оны жайғанға құртқан 2 сағат уақытты, мен ол 2 сағатта бағасы кемінде 300 мың теңге тұратын сценарий жазаламын да. Ең өлдім дегенде. Декреттік демалыста мен дәл солай күн көрдім. Менде балаға памперс кигізбеймін, подгузник кигізбеймін, мен тек өзім бүйтіп ауыстырып жүрем дейтін уақыт болған жоқ. Қамырды өзім жаям дейтін уақыт болған жоқ. Мен оған құртатын уақытта, пеленка жуып, қамыр жайғанға құртатын уақытта мен сценарий жаздым. Да, мысалы. И соны дұрыс деп есептеймін, мен жек қойса да осы тегі бәрі. Сөйтіп, сен журфакқа, журналистика факультетіне оқуға түстің, е? Жоқ, оқуға түспедім мен. Мен 17 жасымда мен НТ-дан құладым. Мен әке-шешем үмітін ақтай алмай қалдым. Бұл маған ең үлкен соққы болды. Деген ол, мысалы, алтынды қорғай алмау или проходной ма? Проходнойны өте алмай қалдым. Менде тек былай болды, мен НТ тапсырып жатқанда, қазақ тілі, әдебиеті бәрінен жақсы бал алдым да, математикадан 2 алдым. Бірақ сұраққа дұрыс жауап бергем. Мен себебі дұрыс белгілеп үлгерген жоқпын, қолымнан алып кетті. Апелляцияға беруге болмады ма? Апелляцияға ма? Берсең қайтадан тапсырасың деді. Мен уже сағым сынып қойды. Мен уже андай ойлап тастадым да, мен болды, бұл жыл оқымаймын дедім. Мен келесі жыл қайтадан грантқа түсем. Менің мақсатым грантқа түсу болды. Енді даңғылағаннан кейін бір мындай сыну болды. Себебі енді үміт артып отырған қызымын. Сосын менің түсінігімде мен әке-шешемді қинамау керекпін. Мен өзім оқуым грантқа түсу керекпін.
мен сондай бір нәрсе тұрды да, себебі мен ғылыми жоба қорғайтынмын мектеп кезінде грант ұту үшін. Ойлаңыздаршы, грант алу үшін мен ғылыми жоба қорғадым 4 жылдай. Каждый раз республикалыққа өтетін кезде, сенесіздер ма, либо танысың болу керек, немесе жаңадай беру керексің. Соңғы 11 Бәрі сенеді, отвечаю. Жақтағылар да сенеді оған. 11 сыныпта соңғы қорғадым да, тағы да өткізбеді. Сол кезде жюрилерге айтып тастадым. Болды, келесі жылы қорғамаймын ғой деп кеттім. Ол кезде де қатты жыладым. Үмітім өшті гранттан, сосын енді бар ғой дедім, одан да үмітім кетті. Сонымен әкем қызым-ау деп бірі не істегендей болды. Бірақ мен айттым, ана, мен мама грантқа түсем, 1 жыл бойы ештеңе істемеймін. Мүмкін дүкен ашам, киімдерді өзгертіп тастайтын да, мен бір киім алсам өзгертіп тастаймын өзіме ұнайтындай қылып. Может, киім ашам, сөйтетін шығармын 1 жыл бойы. Мама, сіз кішкене поддержка беріп жүріңіз деп сөйтіп жүргем. Сөйтіп жүрген кезде құрбым хабарласады. Нұрила, кастинг болып жатыр. Қазақстан Таразда. Портфолиомды, мақалаларымды жинап бардым. Портфолиомды бердім, қарады, көрді, жаза аласың ба, жазалам, бәрін істей аламын деймін ғой. Ертең кастинг болады, уақытысында келіпсің, бүкіл адам жиналады, әдемі киініп, макияж жасап келіп, жаңағы камераның алдында отырасыңдар, сосын көреміз деді. Мақұл дедім, ертесінде бір нәрсе жаттап кел деді. Абайдың 31-ші қара сөзін жаттап аламын, мынандай. Күні бойы жаттап жүрмін. Өзім мынандай қылып алып алғам. Сөйтіп, ертесінде бардық, кіріп қалсам, адам көп, қыздар көпсін, тағы өтпейтін шығармын. Уже сондай бір бітті. Себебі мектепте көретін нәрсені көрдік, шығатын жерге, қай жерге дейін шыға алатынымды білесің, себебі бір определенный моментте бір таныс керек болады, бір звонок керек болады, немесе жақсы ақша керек болатын. Түсіндім да мен. Сол уақыттарда солай болды. Ол қазірде бар да, негізі. Бар, но бірақ қазір интернет бар, мүмкіндік көбірек қой. Иә, қазір тек жаңағы интернет арқылы танылып кетуге мүмкіндік бар, бірақ бәрібір де қарапайым жүргізушіні таңдайтын кезде бағдарламаға әрбір редактор, немесе бас редактор, немесе сол жерде жұмыс істейтіндер, әркім өзіне ыңғайлы адамды тартады, ұсынады ең құрығанда ше. Бәрібір ол бар дүние. Содан кастингке бардым, сол жерде сөйлеттірді, 31-ші қара сөзімді айтқан жоқпын. Камераны көріп, енді бірінші рет өмірімде камера көріп тұрмын. Сөйтіп ат жөнімді айттым, бір нәрсе оқысаңдар болады дейді, қағаздар тұр екен, оқыдым, дедім де, кетіп шықтық. Сосын пресс-конференцияларында отырмыз. Директор, режиссер дейді, креативный директор, тағы бір 5 адамдай отырып. Директор кім еді ол кезде? Ол кезде Мейрамбек Мылтықбайұлы еді. Қазір депутат ау деймін, қателеспесем. Содан барлығын жалпы түсіндірді, бұл таңғы бағдарлама, тікелей эфир деді. Уже басым айналып жатыр, тікелей эфир қалай сөйлейіп. Сосын бір жағынан, құдайым, егер де қоям ішімнен, осыдан өтсем, мен осы журналистиканы таңдаймын, өмір бойы телеарнада жүремін деймін да өзіме. Егер өтпесем, осыдан енді телеарнаға жоламаймын деп ішімнен өз-өзіме сөз беріп отырмын. Бір уақытта мен атымды айтады. Ата аталғандар қалсын деді. Сонымен, неужели бұл өмірде әділдік бар десем. Бұл әлі өтетін кезең, бұдан кейін тағы кастинг болады, 2 күннен кейін. Сөйтіп барлықтарыңызды жинап, сендердің араларынан кастинг болады дейді. Ой, Құдай рахмет. Неше қыз өтті? 3 қыз өтті сол жерде. Енді көп қыз келді, 3 қыз қалдық. Сол бағдарламаның жетекшісі бізді қарады да, сен қыз ұнамай тұрсың, қайта бер деп 1-2 қыз қайтарып жіберді. Сол 3 қыз болдық. Содан сценарий жазыңдар, бүйтіндер, сөйтіндер, танысу болды. Қоғаммен күніге барып жүрдім енді. Қолым дірілдейді ғой. Тір. Барлық үлкен. Істем ең кішкентай мен екенмін ол кезде. Қолым дірілдеп әйтеуір, ішім ауырып, сондай бір переживание болып қатты әсер етті. Бірақ андай күніге үйден шығатын кезде дұға оқышам, бұл менің арманыма жету керекпін. Ендідан құладым, хотя бы телеарнада жұмыс істейін деймін ғой. Болды деп өзіме сондай бір не қойдым. Сөйтіп жүрген кезде ол жерде де таныстың рөлі қатты рөл ойнады. Мені бөлектеді. Болды басында. Одан кейін жақсы араласып кеттік. Ол қыздар, басқа келген қыздар, олар примерно журфакта оқып жүрген қыздар ғой? Біреуі филологияда оқып жүрген, біреуі бір нәрсе таныс істейтін сол жерде. Кезінде бір бағдарламаны жүргізіп кеткен біреуі алыс емес. Бәрі таныс сондай бір нәрсесі бар. Бірақ өте жақсы қыздар. Әлімге дейін доспыз, әріптестерім. Бәрін жақсы көрем. Бәрі қазір бір телеарнада, күшті орындарда отыр.
Содан басталды, қыздар келді тағы да кастингтен. Олардың араларында жаңағы суфлер оқытып, сөйтіп трат жасатып бізді саралады. Соңында съемкаларға шығарып жүрді, бәрі съемка түсіріп келіңдер, уже бағдарламаға жинай берейік деп. Мені шығармайды. Мен отыр дейді да, сценарий жаза бер дейді. Жарайды, осы да күшті ғой деп қойып, мен енді жазып жатырмын. Сөйтсем бір креативный директор кісі келу керек екен, отпусктен. Сол кісі шешеді екен, кім болады, кім болмайтын. Сөйтіп ол кісі мынандай қызық болады, ол келеді, бізді көреді, бәрімізді. Сөйтіп тракт жасатады. Жағы екі жігіт болатын, біреуі кезінде спорт жаңалықтарын жүргізген екен, жанып тұрған жігіт енді. Сөйлегенде, сөйлеп қалсаң аузынан сөзің жұлып алады ғой. Сондай жігіт та. Жаңа бір қызбен сол жігіт тракт жасатып жатыр, біз екіншіміз. Маған бір жігіт беріп қойған, ол да сөйлей алмайды, мен де сөйлей алмаймын, екеуміз бірімізді арамыз. Үмітім өшіп тұр. Алады да, не сөйлерімізді де білмей, өздерін дайындалдар деді ғой. Ана жігіт, қайырлы таң қазақ елі, сіздермен бірге деп тұрып андай ұрып сөйлеп жатыр. Ана жігіт қағазды алып сөзін жазып жатырмын, қазір мен қайталап айтамын деп. Қасында жігітке, мен осыларды айтамын, сен жүргізушілермен және деп айта салды, қоясың ғой, мақұл деп келісіп алдық. Мен андай томағай тұйық қыздардың бірі болатын. Мен андай бір қазір жайдарлы күліп отырмын ғой. Мен бүйтіп осылай отыратын. Сол кезде есімде операторлар кіретін да, ойбай деп есік жауып кететін. Сосын, сен таңғы бағдарлама жүргізейін деп жатсың ба? Саған криминал жүргізу керек деп есік жауып кететін. Сен андай қабағымен деп шыма істеді. Мен де бүйтіп біреу сөйлесе, не деп андай болады ғой, сондай болатын да. Ешкімге өзіме жолатпайтын қыздар болады, сондай болатын. Сол кезде мен түсіндім, маған болмайды, ашылу керек. Не болса да, это последний сенің шансың. Нұри, давай, оян деп. Екінші біз кеттік. Тура ана жігіт сияқты айтып берем ғой. Бәрібір ол жаша. Сосын ана кісі креативный директор тұрды. Сен жасың 17 екен ғой деді. Я дедім. Туған күнің қашан деді. Августте дедім. Тұрды. Негізі 17 жасармен біз жұмыс жасамаймыз. Заң бойынша біздікі дұрыс емес деді. Так, 18-ге толсаң, онда бағдарламаға үлгереткесін болады деді. Ана жерде қуанып кеттім. Примерно түсіндім. Ана кісіге ұнағаным, менің сөйлеген ұнағаны деген сияқты. Басқаларға айтқан жоқ, маған келіп айтты да. Сосын бұл мүмкін осы менің нем шығар деп қалдық. Одан кейін біздің ортада, жаңа коллективте сондай бір ауыр атмосфера болды. Мені бәрі жақтырмайды. Кішкентай келіп алды да сразу звездалып кетті деген. Жақтырмайды. Өзім қысылып кетем, отырам. Бәрі өздері асханаға тамақ ішіп кетеді, мен отырам. Жыпылық. Болды басында. Өзім де сөйлесе алмаймын, адамдармен сөйлесіп кетсем болады ғой. Сөйлесе алмаймын ғой бір. Ол кезде. Сосын бір стажер қыздар келіп атты, стажер боламыз, внештатный көмектескенге деп. Сөйтіп, бағдарламалы бөліп тастаған ғой, сөйтіп. Маған беріңдерші бағдарлама деп бір қыз келіп, бүйтіп қалған, сызылып қалған. Менікін ал деп, мынандай деп бөліп берсем сөйтсем. Деп таңғалып алып жатыр да, ешкім бермейді. Сөйтсем ана қыз кезінде стажировка болып жұмыс істеген. Ешкім бермейді ол бағдарламасын, сен маған бере салдың ғой дейді. Мен деген аңқауым ғой, ол кезде білмейсің, ақ көңілсің. Сен негізі жүрегің ақ, дос болсам, сенімен дос болуым керек деп. Сөйтіп ана қыз біраз нәрсе біледі екен телеарнада. Андай, сен отырысып қойыпты, былай болмайды. Саған шығу керек съемкаларға деп сол қыз айтты. Оға дейін миыма келмеген ғой, мен де съемкаға барып кішкене дамиын, көрейін, камерамен жұмыс істеп деген сияқты. Сосын сұрай бастадым, съемкаға жіберсем деп, білгенге маржан түсір деді. Білгенге маржан ең андай ғой, адам іздейсің, қолмен істейтін, өте андай монтажы көп, сондай бір ғой, рубрика ғой. Әйтеуір соны бастап көрдік. Сонымен бір күні тамағым ауырып қалды, қатты есімде қалған. Үйіңе қайтсай, бір апта демалып кел деді маған. Жоқ, мен қайтпаймын деймін. Келмей-ақ қой, ертең сосын жазыласың, сол кезде кел деді. Жоқ, менікі кетеді. Бұл өзі сондай тамағым, менікі ауырып тұрады арасында деп қоймайын. Ой, сен де қоймайды екенсің, жарайды деп қойды. Сонымен креативный директор бізді жинады, сөйтсек, ол кісі Қазақстан бойынша екінші немесе үшінші звукорежиссер екен. Тануларыңыз мүмкін, өте сондай бір талантты кісілердің бірі екен. Хабар арнасында соншама жыл жұмыс істеп бізге келген екен. Бір жағынан жаңа Қазақстан тараз телеарнасын көтеріп, бір креатив беретін адам ретінде сендерге дауыс қоямыз, барлықтарын маған жаттуға келесіңдер дейді. Түсте арнайы уақыттап жаттуға барып тұрдық, дауысымызды қойып тұрды сол кісі. Мүмкіндік қой, идея. Күшті не істеді, енді прям
сол кісіге мен негізі ризамын деп. Содан бір күні барлығы съемкаға кеткен, мен ғана қалдым. Бардым, жаңа жаттығуға уақытысында барып. Сөйтіп жаңа жетекшіңе подарка жасашы деді маған. Сосын не үшін жасаймын, менде ақша жоқ деп, не айтарым білмей. Мамамнан сұрай алмаймын, ұят деп. Тура қалай бар солай айттым. Сөйтіп может, торт купишь, может, какую-то сумку купишь. Просто подари что-то, дейді, чтобы она тебя вот тоже признавала, деп. Я это менде ақша жоқ. Сөйтіп айттым. Сөйтсем тұрды. Просто давай я тебе правду скажу, и это между нами останется. Я когда пришел сюда, деді, они все родственники, оказывается. О май гад, это же, я в шоке. Есімі кім ол кісінің? Айта берейін бе? Олар бәрі мен көріп ерді. Телеарнам шығып дезім бе? Мәжит. Сөйтіп, сол кісі солай айтты. Бұл жерде мені танысым жоқ, және сені танысың жоқ деді ол. Соң ойлағанға кішкене подарка беріп, көңілін жібітерсің ау деймін деп ойладым дейді. Сосын жарайды енді бір нәрсе қылармыз, көрейік енді деді. Бірақ сен сабақтан қалма, даусыңды дұрыста, шынымды айтайын, мен сені тележүргізуші ретінде қылғым келеді. Бірақ жетекшілерін басқа екі қыз, біз 3 қыз болып жүрік қой, 2 қызды ұсынып тұр, сені қалап тұрған жоқ, сені просто журналист внештатный болып жүре берсін деп айтып жатыр. Ал мен сен келетін болып тұрсың, жағана қыз келіп тұрсыңдар екеулерің деп. По сути, оған бәрібір да, оған лучше каналға жақсы болсын. Сен жүзің келіп тұр, даусыңды қойып жатыр деп сөйтіп айтты. Сөйтіп жарайды дедім. Содан кейін барып барлық пазлдар өз орнына келді дейді, сондай болды менде. Сосын бүйтіп қарап уже отношенияларын уже со стороны көре бастадым. Енді түсіндім дедім. Бір апта қалды утверждениеға, эфирді кім жүргізеді дегенге. Жаңағы креативный директор жетекшіміз бір-бірімен отношениялар емес, уже өзінікін қойып жатыр, ана кісі өзінікін қойып жатыр, сондай бір напряжение болды. Деп келеді, каждый неге барып келген сайын, креативный директорге барып келген сайын, бізге деп келеді, жынданып болады ғой жетекшіміз. Соны түсінеді, уже бір нәрсе болып жатыр деп. Бір күні шақырылды да, Алматыға бара аласың ба менімен бірге дейді. Мен жасым 17-де, ой, қасыңа мамаң немесе ағаң, әпкең кім бар? 18-ге толған, совершеннолетний, сенің опекун ретінде менімен бірге барып келетін, съемкаға барып келейік деді. Сосын білмеймін, мен бірінші анамнан рұқсат сұрайын, анам не дейді екен дедім. Сосын анаммен мүмкін сөйлесесіз дедім. Барғым келіп тұр. Ішімнен барғым келіп тұр. Бір съемка түсіріп, сосын осы жаққа алып келіп көрсететін деді. Мияқта енді мен качественный нәрсе көріп тұрған жоқпын. Мына жерде барлығы менің таныстарым емес, Алматыда менде таныстарым көп. Түсіріп алғанға күшті деді да. Сөйтіп мамама хабарласты, мен мамам бәрін түсінді, ағам бар еді. Ағаммен жіберді. Сөйтіп екеуміз жаңағы ол кісі Алматыға алып келді. Сөйтіп Динара адам. Елім мені түсіріліп ат, ән жұмбақ түсіріліп ат та сол кезде. Сіздер барсыздар деймін. Перизат есімде қалды. Сол кезде. Помнишь, мен үлкен қызым аяғым ауыр. Мен студия алмазының қасында тұратын. Мен ән жұмбақтың монтажын жасадым, аяғым ауыр болғасын, маған съемкаға шықпа деген ғой. Шаршайсың дейсің, өзіме де сол жақсы болды. Мен, помнишь, монтажда отырдым. Сөйтсем, жаңағы Мәжит Динарадамен жақсы араласады екен. Сөйтіп екеуі жаңағыдай құшақтасып, андай-мындай әңгімелерін айтып, мен таныстырдым, мынау біздің тележүргізуші деп таныстырып жүрген ғой. Мен деген деп қоямын. Тележүргізуші болып та қойды маған, мақұл деп кіргізді, таныстырды. Бізге мына қыздан конфетка жасау керек деді, как в кино дейді ғой. Мен үшін сол сәт кино сияқты қалды. Бір болады ғой, кинода преображение болады ғой. Динара не істемеді ма? Пойдем ко мне деген жоқ па? Менің тележүргізушім болып біздің каналда деп айтты да. Бірақ Динара бүйтіп айтты, потом можно поработать деп, сол есімде. Просто мен білетін Динара ол әдемі қыз ғана емес, жалпы жігіт, талантты адамды көрсе, ол немесе ол мықты жазатынын көрсе, все, пойдем деп алып кете салады. Біз өзіміз солай кеткенбіз о жаққа. Бір қабілетіңізді байқап, все, пойдем. По чесноку хочешь? Я хочу, чтобы ты со мной работала. Деді, бір ауыз сөз ғой, бұл Динара адам сөйлеп тұр, ойбай деп кетесің ғой. Примерно солай болып кеткенбіз бәріміз. Сөйтті да, мен кете берем деді. Сөйтіп екеуі барып, өз-өздеріме отырып, жаңа сөйлесуге кетті деймін. Кешке біраз бір 3-4 сағатта келеміз деді.
Динара кірді да, қыздар деді, мына қызды әдемілеп бояндырыңдар, киіндіріңдер, бәрін істеңдер, конфетка істеңдер, видео түсіріңдер, үстіндер, бетіндер кетті. Тапсырма берді. Тапсырма берді. Перизат түсірді ма? Перизат мен құлағымда сөйледі, сол есімде қалды. Күліп андай, енді ондай көрмегесің ғой, әлі құлаққа тығылды. Ол кезде сөзде сөйлеп жатыр да, деп қойсын еще. Көңіл-күйің қалай? Андай күшті сөйлейді десің. Ар жақта танымайсың, бірақ андай сондай жылы адам. Сондай болды ма? Мәссаған, бүкіл камера бәріне қарап аузым ашылып, деп енді күшті сезімде әсерленіп жүрмін ғой. Сонымен бояндырды, стилист бәрін жасады, киіндірді. Өзім де қоймай қаласың ғой, өмірінде бірінші рет макияж жасап көргенмін ғой. Сол кезде Сандибек Сырға. Сол кезде таныстым Сандибек Сырғамен. Тоже Сандибек Сырға өте күшті қандай не жатыр да бұл жерде. Негізі сенің ең алғашқы съемкаң нөмірі бірінші продакшн, нөмірі бірінші продюсерде, нөмірі бірінші визажистің бояндыруымен, нөмірі бірінші сценарист құлағында отыруымен өтті да. Күшті пазл да. Иә, керемет пазл. Бұны сен негізі андай қабылдауың керек та. Я же вот так в 17 лет, мен 17 жасымда соны көрдім ғой. Значит, мен қазір, сенің негізі андай алар асуың өте, білмеймін, алып. Жолың болғанда. Иә. Бұл жерде кейін көшеміз. Сөйтіп, шынымен конфетка болдым. Тура кино болды мен үшін. Туған ағам жүр. Нұри, бомба болып кеттім де қояды. Туған ағам айтшы. Нұри, бомба болып кеттім. Суретке түсіріп. Ол да өтшір. Деп ана қайта қысам дейеді. Ол мен үшін мәз. Сөйтіп шығарды, жаңағы тракт сияқты сөйлеттірді, сценарий берді, оқып жатырмын, бүйтіп жатырмын. Сен өзің қандай сөздер айтасың өзің телеарнаңда, соны айтсай бізге оданша деді. Сенің сөзің емес екен көрініп тұр, сен әлі енді жатпай тұрсың, бұл енді келіп тұрсың ғой деп Перизат айтты. Жарайды, өзім айтып жүрген сөзімді айтайын деп, тура сол қазақ елімді айтып бердім. Жаттап алған дейсің? Жаттап алған ба, миыма қазір айтып бер десе, қазір айтып беремін. Давай, айтып бер. Қайырлы таң қазақ елі, сіздермен бірге таңғы ақпаратты сазды ән, сазды бағдарлама, Рауан бағдарламасы. Уже ұмытып қаптым ғой. Сіздермен бірге мен Нұрила Ақберген. Сіздермен алдағы уақытта 2 сағат бойы бірге боламыз. Керемет көңіл күйді бізбен бірге қарсы алыңыздар. Осылай өйстіп сөйлеп не істедім? О, классно, күшті болды осындай. Енді сөйлейін деп жатсам, Сандибек Сырға минуточку деп келді да. Я припудру деп. Маған келді да. Мына бүйтейін деп жатыр да. Нұрила, негізі бәрі идеально тұр. Просто давай сен бәрін айтса, сен қолынан келеді деп айтып үшін келдім. Давай деп кетіп қалады. Мен қарайым да. Не деген республика деген осы екен дедім. Әнеді, енді адласынай каналда болып тұрмын ғой. Деңгейін көрдім да. Сол эмоциямен Тараздың өзінде біраз сол келдік, айтты, Алматыға барғанымыз айтпай тұра тұр деді. Ешкім келмей тұр деді. Мақұл деді, біз сол пятница күні не істедік, суббота, воскресенье уже келдік. Понедельник таңғы не, жиналыс. Соның бәрі кіріп кетті, біз әлі кіре алмаймыз, внештатында жүрміз просто. Шықса бәрі кіріп баратсам, Нұрила, сен әдемі болып кетіпсің, бір нәрсе, бәрі айтып түсінбеймін, сөйтсем ана видеоны көрсеткен екен, бітті, сонан кейін мен жүргізуші болатын болдым. Сөйтіп 2,5 жыл бойы сояқта тележүргізуші болдым. Осы жерде бір нәрсе ашылып айтқым келіп жатыр. Көп әйелдің, әйел емес қыздың осы өнер әлеміне келген кезде, телеарнаға келген кезде кездесетін бір жайтты айтқым келіп жатыр. Бұл әңгімені мен ешқашан ешкімге айтпағам. Эксклюзив айту керекпін ба деп ойлап жатырмын. Себебі қазіргі уақыт енді прям әйелдер үшін идеальный уақыт деп айтыламын. Наконец-то біз ашық өз ойымызды айта аламыз, көкейдегі нәрсемізді бүкпесіз жеткізе аламыз. Ал кезінде айту, бір нәрсе айтып қалшы, өзің ғой, тана көзін сүзбесе, бұқа жегін үзбейді. Осы сөз барға мен шелтірмаса, шептің басы қимылдамайды. Өзің кінәлісің, сен провоцировать еттің. Оған қоса қазақ әдебиетін оқып өскенім соншалық анау сөздерді өзім де білемін да.
еще өзім сол түсінікте сол болдым түсінікте бір есімде состояние болды. аузыңды жап дейді. Иә. Тыныш. нәрсе. Сосын шын мәнінде билігі бар адамның сөзі жүріп отқан уақыт қой. Сен үнсіз, сен айтшы, біттің ғой, біттің болды. Сондай уақыт болды. 2,5 жыл жүрдім, бәрі шүкір идеально. Бүкіл жаңажылдық бағдарлама кім жүргізеді? Біз жүргіземіз. Жастар кім? Біз. Былайша айтқанда Таразға танымал болдық. Өз уақытымда Таразға өте танымал болдым деп айта аламын. Билбордтарға суретіміз шықты, соның бәрі андай бәссің ғой, енді ол кездегінде күшті нәрсе ғой. Дегенді ұмытып кеттім дейсің ғой. Сөйтіп жүріп, қасымдағы қыз жүргізуші, әріптесім. Нүре, сен бүйтіп жүрген болмайды деп жүріп, сол қоймай өзінің универіне түсірді ғой. Түстім. То, что күштісі, оқуымды төлеген жоқпын мен. Нандай болды, бірінші жылы мамам жартысын төледі, жартысын өзім төледім. Екінші жылында хабарласады, сабаққа бара алмайсың ғой, күніге жұмыстасың. Сен оқудан шығарады, төлемесең деп айтты. Не істеймін, төлей алмай жатырмын дедім. Айлығың жетпейді, образдар аласың ба, жолыңа кетеді ма, ол кезде аз ғой. Сөйтіп едім. Как раз не болды? Мисс Тигу болды. Сол Мисс Тигуға қатысқан ұтқан қыз Мисс Таразға баратын болды. Сөйтіп, мен Мисс Тигуді ұтам, дайындалмағам ғой. Таныстыруды айт деген кезде. Обычно 4 строка айтады ғой, 3 строка айтып жүресің ғой. Дым бермейсің дедім да, дедім да, бітірдім да. Кетіп қалғасын 3 строкамен осындай дей саған болды. Сөйтіп, жаңағы жюридегі отырғандар айтыпты, мына қыз барса алады, уверенный болып тұр деп айтыпты да. Сөйтіп, Мисс Тигу берді. Мисс Тигудан Мисс Таразға бардық. Мисс Таразға барған кезде, мен о кезде телеарнада жүрмін. Бір жағынан театр барлығымен араласасың ғой, бүкілін білесің. Театрдан режиссерына бардым, маған бір спектакль қойып беріңіздер деп. Постановка. Мен сіздердің актерларыңызды эфирге шығарып беремін деп қоясың. Бартер сол кезде басталған ғой, менде киім, бартер бәрі сол кезде басталған. Түсіріп беремін, олар маған киім береді деген сияқты. Сөйтіп келістік, маған күшті. Ол кезде бір қызға айтайын, Алматыда Әлібек деген жігіт бар, саксофонист. Саксофонда өте күшті ойнайды. Ананы ойнаған кезде үйіп тыңдап қаласың. Сол Арман Шағала әнін саксофонмен ойнайтын. Күшті ойнайды енді ше. Бір күні мен театр шақыртумен бардық бір спектакльні көруге. Сол кезде сол ойнады да. Сосын айтамын, сол ойнаған ұнады маған. Еще Әлібекті танимын. Әлібек ойнаса, Әлібек өзі көнейін деп тұр. Актерлармен не істеп берсеңіз деп. Сөйтіп сол спектакль қойдық. Актерлар барлығы грим өздерінен болатын болды. Сөйтіп Мисс Таразда барлығы жағынан жеңіп кетті. Сол ең күшті нәрсе сол бізде спектакль болды. Арғырайше Мисс Қазақстан айтты. Купальник киесің дегенде тема естігеннен кейін ой рахмет, нет, спасибо. Осым жетеді. Ол кезде жаңағы ал эксклюзивке келейік. Солдан кейін оқуымды универ жағдай не жасап берді? Грант жасап берді. Бір жылға давайте деп. Келесі жылында тағы да бізде проблема болды. Бізде оқиды, қыздар бар ғой тағы да бірге жұмыс істейтін. Бәрін жұмысқа сабақтарына бара алмайды, жұмыстамыз бәріміз. 2,5 сағатты жабу керек, біз өзіміз 4 адам. 4 адам 2,5 сағат жабамыз. Былайша айтқан күніге съемка ғой. Мен есімде таңғы 4-те тұрам, күніге таңғы 4-те тұрам, кешкі сағат 8-9-да үйге келемін, құлайым болды. Каждый день осылай болды. 2,5, сосын Алматыда да дәл солай болды. Сонда біз директорге кірдік та айттық. Бізді осылай айтып жатыр, оқудан шығарамыз деп жатыр деді. Бізді оқудан шығарайын деп жатыр. Біз сабаққа барайын десек, элементарно осияқтамыз, үлгермейміз деп. Сөйтіп 1-2 звонок жасады да. Оқуымыз төлеп берді былайша айтқанда. Телеарна бір жылға. Енді осыдан кейін басталды ғой. Примерно түсініп тұрмын. Төлеп берді ғой. Мен ол кезде түсінген жоқпын. Мен түсінігімде зиялы деген ұғым, енді айта алмаймын бұл дегендер ғой. Зиялы адам бізді көрді, әйелді көрді, қызды көрді, апаны көрді. Болды, ода шексіз бір мейірім болу керек деген сияқты түсінік болды да. Мен мынандай былай бір мың ұйықтасам да түсіме кірмейтін нәрсе ғой. Секретарша болмай қалған кезде мені заменять етеді. Мен шақырады, отыра тұр, звоноктарға жауап беріп отырасың, сценарийіңді компьютерге жаза бересің. Бар, Нұрила, бар деймін деп. Сен шақыра береді екен деп. Мақұл, барасың. Ойын басында. Содан кейін
Чайын дайындап бересің, чай дайындап отырмыз ғой. Ол кезде сөйтіп жүрдім. Сонымен съемкада деп айтшы деп айтатын болдым. Съемкада бос емес. Вообще енді заменять етіп берші деп секретаршаны өзі бастады. Мені заменять етіп берші. Сені мақтайды осы бастық. Әйтеуір жиналыстарда мені мақтайтын. Мен нөмір әдейі болып тұрсың қандай жерде. Гордость қой енді. Сөйтіп жүрдім. И бір уақытта андай республикалықтан не келеді ғой, каналдан тапсырмалар келеді, маған беретін болды. Барып, лицо ретінде барып кел, әкімшілік бір нәрсе болып жатса барып кел, жаңалықтарға да жібере береді арасында. Хотя бағдарламам басқа ғой таңғы. Барып келесің, енді күшті ғой, мәртебе ғой, сені жіберіп жатыр деп. Андай анадан барып сұхбат алып кел. Бізді осы қалаға осындай кісі келіпті деп мені жібереді. Сөйтіп жүретін. И бір күні тоже бастық шақырып жатыр, не береді деді. Пресс-релиз. Мақұл деп бардым. Саламатсыз ба деп кіресің, пресс-релизді берейін деп тұр да былай. Алайын десем, былай істейді деп тұрдым. Білесің ба, Нұрила, осы бар ғой деп бір әңгімелер айтты. Тұрдым, я деп тұрдым. Тұрды. Сөйтіп маған пресс-релизді былай берейін деп жатыр. Түсінбей қалдым да. Алдыда, представьте, ол мені құшақтап алады. Мен үшін құшақтап. Былай түрту қойсын, құшақтау, это же ужас. Мен былай ғой. И на какой-то секунду мен бүкіл өмірім алдымнан өтті. Мен қазір айқайлаймын, боқтаймын, или кеттеймін, бір нәрсе итеріп жіберемін. Бітті. Мен Тараздағы карьерам. Шық деймін ғой, бітті сондай. Не істеймін мен қазір? Не істеймін? Осындай состояниеда мен деппін ғой. Басқа аға сіз не істеп жатсыз? Осылай отырдым. Онда не істеріңді білмей қалдың. Білмейсің. Мен оны мысалға ағалық деп қабылдайын десем, қабылдай алмайды уже менің миымда жоқ. Ты же понимаешь, что это не ағалық. Это ненормально екенін түсініп тұрмын. И болды. Ступор тұрып қалдым осылай. Деп артқа бетіне істедім. Алдыда пресс-релизді бүйтіп шақ еткізіп қойды да. Күндіз жұмыс уақыты. Күндіз жұмыс уақыты. Сөйтіп тұрды да, Нұрила, сен сияқты сұлулар бір минутке тұрмысқа шығады да, өмір бойы таяқ жеп өтеді. Сол үшін де сен гибкая болу керексің. Бұл салада сен көтерілем десең, сен гибкая болу керексің деді маған. И мен гибкость это что деп тұрмын ғой уже ішімнен. И мен алдымда уже қабағым бүйтіп жұтып алғам, бүйтіп қарап тұрдым былай, кәдімгідей. Ненавистьпен қарап тұрдым. Түсініп тұр. Үстіде өзінің кабинеттің ішінде тағы бір кабинет бар. Дастарханымен күтетін бір кабинеттер болады сондай. Ол кабинетін бәріміз білеміз, бұны бәрі біледі ғой. Сүйеқа кірді да, кір неға деді маған. Қорамда, не үшін дей берем. Неге, не үшін? Кір деймін, сөйлесеміз дейді. Жоқ, не үшін? Қолынан ұстайды да, тартады. Ана есіктің, мынандай бір несі болады, кішкентай ғана. Сол бүйтіп ұстап тұрмын былай. Тартып алдым да. Ар жаққа кетіп тұрдым, шығып кете де алмаймын ғой. Бастық потому что мен шығып кете алмаймын. Бізде еще андай ғой, үлкен кісіге қарсы болмай. Қазақылық бар ғой, бәрібір сенде. Ол даладағы үлкен кісі болса мақұл ғой. Тем более сол менің бастығы, мен. Хотя ты имеешь право орада, боқтап кетуге, грубо говоря, даже. Послать ей. Она маленькая была. Да. Мен бала болдым. Мен шынымен бала болдым. Шығып кеттім да тұрмын, кете алмай тұрмын ғой. Не істерін білмей тұрмын. Шығып кетейін ба? Мен қазір шығып кетсем, жұмыстан шығып кететін сияқтымын. Ал мен жұмысым барымда нарым. Мен түсіндігімде ол кезде. Все. Универге барсам, мен звезда деп мазақтайды. Шынында айтайын, универге барамын ғой, сабаққа. 1-2 рет барамын. Звезда келді. Мазақтайды. Жоқ, отыра бересің. Ойлашы, мен жұмыстан шығам. Универде оқимын мақұл. Еще хуже будет деген сияқты ғой. Қалай жүремін дедім. Бүйтіп жүремін. Мен түсіне алмадым. Сосын біздің чуть-чуть енді біз ана заманның қыздарымыз деп айтайыншы, жасты емес біз дей тұрғанмен біз үндемедік, біз бастық деп қабылдадық. Қазір 18 жастағы қыздың басында сондай жағдай болсыншы, Құдай сақтасын. Инстаграмға жазады. Жазатындар жазады. Бірақ болта жатыр. Бәрі емес, бәрі де бар. Вот бар. Потом сен не істедің, соны айтшы. Мен бүйтіп шыққан кезде какой-то бір, мен уже білмеймін, уақыт вечность сияқты болды мен үшін. Бас редактор кірді.
сөйтіп ой Нұри сен не істеп тұрсың деді. Мен айтып жатырмын да мына жастарға дейді да, гибкий болу керек, гибкий, бар бұзсын деді. Бәрі біліп тұр сонда ана кісінің. Білмеймін бар. Я думаю, что Біледі примерно. бәрі де біледі бір. Білмеймін ол кезде. Шығып кеттім, туалетке бардым, жыладым. Ана үстімнен как будто бар ғой бір грязь жабысып қалған сияқты. Жылай бердім. Деймін, не істеймін, кімге айтамын, қалай қыламын. Мамам сол кезде жақсы қызметте отырды. Анама айтуға даже мен нем бармады, құлқым бармады. Анам білем бүкілін көтеріп тастайды. Білесіз бе, ана деген бәрін көтеруге дайынбыз, бүкіл әлемді қирап тастауға дайынбыз ғой бала үшін. Не істеймін дедім, қалай қыламын, былай кімге айтамын, айтайын ба айтпайын ба, қайталансаншы, міне осы сұрақ қайталансаншы. Отырдым, алдымда бөлеме хабарластым. Бөлем ең жақын құрбым бөлем, екеуміз жастымыз. Ләззат, менде осындай болды, мен не істейтінімді білмей жатырмын. Мен бұны баяғыда жылап айтатын. Это для меня так было больно. Жиркенішті. А қазір мен тату қабылдадым да, шүкір деймін да, ничего не было. Шүкір, наоборот, нормально өтіп кеттім деп айтамын да. А если бы было бы хуже? Бас редактор кірмей қалғанда не болар еді? Или вообще мен білмеймін, мен оны көтере алмаймын. Мен реально бар ғой, қыздар асыл өліп қалады ғой. После такой случай мен тура соны істейтін едім, Құдай біледі. Потому что мені солай тәрбиелеген, арың сенің арың деп, мен ананы көтере алмайтын едім. Жасымен мен көтере алмайтын едім. Это было бы, білмеймін, мен қазір де айтып жатырмын. Қазірдің өзінде мен көтере алмайтын жарым мүмкін ондай нәрсені ше. Шықтым, сонымен кабинетке бардым, жұмысымды істедім, бітті. Мен түрім басқа, энергиям басқа, мен кетуім керекпін. Мен Тараздан кету керек, менде болып басқа ой келмеді. Бірақ сразу кете алмадым. Ол жақтағы бастықтар ондай емес сияқты көрінді ма саған? Иә. И так и было? Солай болды ма? Дәл олай болған жоқ. Так, мен жарты жылдай сияқты жүрдім. Мен бағдарламамның бәрін алып Қайталанбады ма? Қайталанбады, бірақ мен бағдарламамды алып қойды барлық. Бір эфирмен қалып қалдым. Оның өзінде эфирге бір апта шықпай қалған кезде қатты стрессовать еттім. Как будто біттім мен деп. Бір аптадан кейін как будто бүйтіп айтты да маған. Сен жұлдыз ауруымен ауырып қалдың. Мен жұлдыз ауруымен ауырып қалдым. Сабасына түссін деп, мені бір апта эфирмен алып тастапты. Сол кездер. Бәрібір өзін кінәлі қылып сезіндіртеді да адамға. Сөйтіп, бір аптадан қайтадан эфирге шықтым. Тек таңғы эфирге шығып жүрдім. Уже жаңалықтар еш жерге жібермейді. Сосын режиссерлар наурыз келе жатса, наурызға дайындала бер, Нури деп айтатын. Киім қарай бер дейді. Біз уже киім қарай бересің деген сияқты. Сөйтіп айтты. Сосын, наурызды хотя бы наурызды жүргіземін. Сөйтіп жүрсем, режиссер келіп тұр бір күннен кейін. Нури, отбой, что-то бастыққа кіріп түскен ба басына, что-то не то, сен болмайсың, вообще рауандықтар жүргізбейді дейді да. Уж түсіндім. Жарайды дедім. И жиналыста, каждый жиналыста тиіседі. Қалай? Жас қой әлі, кішкентай ғой. Соның қасымда жетекшілер. Не болған бастыққа, сені мақтап қоймаушы еді, мақтамайтын болып қалыпты. Енді отыра беретін, ішім жанып жататын. Содан демалысқа кетті бағдарламамыз. Башет отпуск алдым. Алматыға тайып тұрдым ғой. Мен Алматыға келем ба, қайтпау керекпін. Мен миымдары Алматыға келдім, мен Таразға қайтпау керекпін. Келсем Таразға қалып қалсам, мен қайттан телеарнада жұмыс істеймін. И сондай бір тозақта өмір сүргендей болмай қойын. Сөйтіп бір күн мамама айтамын енді Таразда жүрген. Мама, мен Алматыға барғым келеді, шаршадым деп айтып қалдым да сөйтіп. Қызым деді, шаршасадан жұмыстан шық. Негізі мен шаршап жүрген жоқпын. Мен негізі атмосферадан, мен ауыр болғаннан сөйтіп айтып жүргем да. Уже түсіндім. Мен мамаға басқашылай айту керекпін. Мам, мен Алматыға барғым келеді, маған өсу керек, маған областныйда болды, мен бәрін көрдім, білдім, таныдым, енді өсу керекпін деп жарты жыл бойы айтып жүрдім. Барсаң, баршы деді. Жіберді. Бөлем, как всегда, группа поддержки. Сенімен бірге Алматыға барам деді. Алматыға келдік. Бір айдай үйде тұрдық, жаңағыдай квартира жалдадық, әйтеуір бірінші келіп жатыр. 2015 па? 2015 ау деймін. Сөйтіп
телефонды ұрлап кетті. Обычно Алматыға келген адам бірінші бәріміз телефон ұрлайды. Мен көрламаппын. автобусқа минген кезде обязательно болды, жоқ телефон. Сондай болды. Сөйтіп резюмелерімді шығарып, не істедім? Барлық каналға бардым. Түйгеспен бүкіл каналға барып, кіріп бастығына алдымнан Руслан Шүңірек шығады. Ол Таразда жұмыс істеген. Меремек Бесбаевтың директоры болған деп. В общем, білетін, бар білетін. Сонымен тараздық жерлесім ғой, былайша айтқан кезде. Ой, далаға шығып тұр екен. Мен как раз келген кезде, ой, не істеп жүрсің деді. Сол жұмыс іздеп жүрмін деді. Бас редактор, шеф редакторға айтып көрейін ба деді. Я кіріп, мен резюмемді беріп, өзім таныстырайын, айтып көріңіз деді. Кірдім. Атын айтпай қойын. Тоже бір треш оқиға айтамын сенбе. Я поняла десең. Неге мен бұндай ситуацияға жолығамын деген нәрсе мені өлтіретін. Сосын какой-то момент бұландай ой болды. Сұлу болудың қасіреті осы ма? Деген ой болды. Лучше әдемі болмаған деген болды. Прям болды прикиньте, осылай ойлауға келдім мен. Не ойлайсың басқа? Қай жерін не істеймін деп, өзің уже жабылып алғансың. Психологпен ол туралы сөйлестің ба жалпы? Ол кезде психологтар тренд емес қой, психтар ғана барады ол кезде. Иә. Сөйтіп, ол кісі басында жақсы қарсы алды. Бәрі басында жақсы қарсы алады. Сосын білмеймін қаяқтың ойлары келетін, Құдай сақтасын. Сонымен таныстырдым өзімді, айттым. Я түсінікті, хорошо деді. Сөйтіп, хабарласам өзіңе деді. Аға, сіздің нөміріңізді алып қалсам бола ма дедім. Уже мен безвыходность. Квартира төлеу керек. Тамақ ішіп жүрген жоқпын, вообще. Айта алмаймын, жоқ, мамаға звондап айтсам болады. Мамаға кел, сұрамаймын ғой. Қайт деп айтады ғой. Вот, мен де сөйтіп. Қайт деп айтады ғой. Қайт дейді. Содан кейін ғой, вообще звондамағанмын ғой, даже көрпе жоқ, төсегі жоқ, коробкада ұйықтаған кездеріміз болды. Соны айтпағанмын мамама ше. Қазір ойласам сол кезде мама деп түсіндіріп айтсам болады екен ғой деймін ғой. Сонымен нөмірін алып қалдым. 1-2 күнде хабарласам деген, 2 күн күттім да, звондадым. Аға, сіз маған 2 күнде хабарласам дейсіз, хабарласқан жоқсыз, нақты жауабыңызды айтсаңызшы деймін. Мен саған хабарласам дедім, хорошо дейді тұрпан қойып тастайды. Сөйтіп, тағы 1 күн күтемін, тағы звондаймын ғой. Болды, мен үмітімнің бәрі сол. Болды, маған кіру керекпін деп. Мақсат қойып, қайта звондаймын. Сен қоймайды екенсің, андай-мындай дейді. Аға, енді маған жұмыс керек болып жатыр. Айттым ғой, стажер болып жүре тұрайын хотя бы. Сосын көре жатармыз деп, енді хотя бы стажировкаға кіріп алайын. Кіріп алу керек па? Кіріп алу керек дедім. Сөйтіп, жарайды, көреміз деді. Сонымен бардым. Сөйтіп, кірем ба десем, жоқ, кірмейсің дейді. Сыртында отырып, сыртында скамейкада сөйлесейік деді. Сөйтіп отырып, сен қайтатын түрің жоқ қой деді. Қайта хабарласа бересің, түсініп тұрмын, жұмыс керек сен. Аға дедім, егер мен жұмысқа кірмесем, стажировка хотя бы кірмесем, мен осы жерде қонам деп ойлап отырмын деп. Мен тура осылай айттым. Сөйтіп, онда былай келісейік деді. Мен бұл жерде ештеңе шешпеймін деді. Мен сені стажер ғана ретінде ала аламын, камераға рұқсат бере аламын, болды. Келістің ба деді, келістім дедім. Сөйтіп кірдім, стажер болдым. Өлтіріп түсіріп атсын, қырғын қып. Коллектив өте күшті болды. Енді айта алмаймын. Сондай бір коллективті мен қазір ойласам, сондай Құдайдың өзі беріп қойған шығар деп. Нұрила, сенде бәрі жақсы ма? Ақшадан қиналып жүрген жоқсың ба дейді. Сен білеміз, жалғызсың. Бізде не бар, күйеуіміз бар, хотя бы деп қойып күлетін. Қиналып жатсаң айт. Айлық алғанда бересің ғой деп қояды. Айлық жоқ әлі. Ол кезде айлық жоқ. Еще мен андай едім. Бүкіл қазақшамын ғой, қазақы болып келгенмін ғой, шашын беріп алам. Қазақша сырға, қазақша қол, моншақ, в общем, қазақша өте көп та. Что-то барахло деді ғой. Немене бәрін киіп аласың, ужас. Немене, еще стендап жас, еще мен ғой стендап жасай бергенмін ғой. Өзімді көрсету керек. Сөйтіп, сонда айтты, сосын ойладым, ой, бітті. Кірмейтін шығармын деп ішінен тұрсам. Болды, қабылдандың дейді. Кешкіге бір съемкаға шақырды. Мен съемка деген любой жерде өтеді. Бізде үйдің ішінде, сарайдың ішінде, бүкіл жерде болады. Клубта. Для меня это нормально. Бір үйге шақырды. Съемка ғой деп бардым. Кірдім. Ер адамдар отыр, үйіліп, темекі шегіп отырсын. Бүйтіп кірдім да, қарам да, мына жақта камера болар қойған, мен түсінемін, мына жақта түсіріп отыр деп. Бүйтіп қараймын, камера жоқ. Дедім да, может, перекур шығар деп қоясын. Екінші комнатаға алып кірді.
кірсем төсек қой. И знаете, это какой этаж был? 12-15 білмеймін. И бітті, мен ойым бәрі терезеден секіріп кету. Басқа ой келмейді маған. Вы представляете? Кім шақырды жаңа говорит па? Сонда получается, ана жақта біреулер темекі шегіп тұр, а он там спальню приготовил. Комнатасы көп, короче. Мен даже, я помню этот кадр, то, что они курят и разговаривают, они так посмотрели, даже некоторые даже не смотрели, короче, ішіп алған. Келіп кетіп жатқандар жерде. Ішіп алған. Үлкен кісілер, үлкен. Мен үшін енді, мен ол кезде қанша адам, 19-дан ба? Олар мен үшін ата ғой. Мен ойлап отырған адам болса, ол ата, иә. Кірдігізді, тұқыт құлттап алды. Аға, не істейін өтсіз? Аға, не істейін өтсіз? Аға, мен намаз оқимын, не айтарым? Мен намаз оқимын, аға, Құдайдан қорқу керек. Қазір күлесің, иә, бірақ страшно. Басқа ештеңе айта алмаймын мен. Аға, болды осылай. Мен терезеден секіріп кетемін, мен өзімді өлтіремін. Мен осылай айттым, шыңғырамын, ақайлаймын. Басқа не айтам? Қоя ғой, андай мындай, не болып қалды саған, келінге съемка дейін, съемка қаяқта десем, съемка бітіп кетті. Мен естігем сондай оқиғалар. Понимаете, это менде ғана болған жоқ ол. Телеарнаға келген мүмкін өнерге қадам басқан қыздар. Өте көп. Осындай бір нәрсені өткен шығар. Может, это было хуже. Танымал адамдардың өкінішке орай атын айта алмаймын, өйткені ол қыздың атын айтуыма тура келеді. Актриса және әнші. Екеуі де не актриса болып кеткен жоқ, не әнші болып кеткен жоқ. Өйткені бастарынан осындай оқиға өтті және оны жасаған біз бәріміз ой, ол ондай өнер адамы ғой, анау ғой дейтін адамдар да. Аңыз дейтін. Аңыз тұлғалар да ол. Өкінішке орай. Олар барлық жағынан легенда. Мүмкін күндердің күнінде кітап жазармыз, шындық пен сұмдықты. Бірақ әзірге оны айта алмаймыз. Қалай ойлаймын, бұл кезде мындай. Мен ойлаймын, өмірде мен жолым болған адам шығармын. Жолы болғыш адам шығармын деп ойлаймын, өзімді шүкір. Солай бола берсін. Сол басында не істейді, ұстап алады, андай мындай, мен шыңғырып жатырмын. И мен баяда бит айтатын Тараздың қызымыз ғой. Тараздың қыздары төбелескіш келеді, сол кезде бір сондай рамсовый бір уақыт өткен адамдардың бірін ұра салам, пиби салам деген әңгіме айтатынбыз ғой. Мен сол кезде түсіндім, сен ер адам, сен былай ұстап ала алмайсың, сен ештеңе істей алмайтынымды мен түсіндім. Мен қауқарым келмейді, менің физикалық тұрғыда күшім жетпейді, кинодағыдай бір нәрсені алып ұра салам деген тема келмейді. Просто келмейді екен. Бітті, сен қимылдай алмайды екенсің. Мен соны түсіндім. Есікті тоқылдатады ғой. Тақылдатып жатыр. Шық, сөйтсе ана уақыт бітіпті ана үйде. Ой, ол бейшара. Бір-екі сағатқа ғана алған ба еще? Білмеймін ғой, может, до этого что-то было у них, я не знаю. Сонымен мындағы шокпын ғой. Былай шок болып. Шықтым. Түстік лифтіде. Былай отырмын. Түстік. Жүр басқа жаққа барайық дейді маған. Сау болыңыз дейсің. Сау болыңыз деймін. Кеттім. Қол аяғым дірілдеп жатыр, жылап жатыр. Короче, жыладым до конца. Үйге жаяу бардым. Қыс. Жаяу бардым үйге. Жылап бардым. Не істеймін, Құдай, мен аяқтан қаштым, қайттан сол ситуация. Не қыламын? Мен арманымнан сонда бас тартуым керек па? Не істеуім керек, не істеуім керек, не істеуім керек, не істеуім керек. Осы мен. Ешкім айта алмайсың. Жұмыс ашып қойттың ба? Үйге барам, жұмыс істеп жүрмін ғой, үйге барам, ертесінде денем бәрі папыршық болып кетеді. Таттығы жиркенген. Аллергия, аллергический реакция бере ма? Сондай болып кеткен. Скорый шақырам, мен не болып қалдым деп ойлаймын ғой. Ветрянка болып қалдым деп ойлаймын. Сол скорый алып кетеді, ветрянка сияқты дейді. Біздің скорыйлар қазір күлгім келеді бар ғой, дұрыс диагноз қоймаған ғой маған. Мен аламын да, үйде лучше не қыласың, қазір скорый өршіп тұр, үйде демдел деді. Сөйтіп үйде жаттым. Ол кезде мен түсінген жоқпын. Қазір ойлаймын, сол кезде аллергиялық реакция берді. Зеленкалар жағып тастадым, супрессин ішіп үйде жаттым 2 аптадай. Не істеймін, андай ойлар. Соны ұйықтап забивать етіп тастайтын өзімді. Супрессин ішсең ұйықтайсың, ұйықтай беретін. Андай ұмытқым келетін да. Құдайдан тілей бердім, жоқ болып кетсінші. Мен естуім бойынша ол кісі сол Алматы филиалының бастығының сокурснигі ма, досыма сондай екен да. Айттым, ол шығамайды жұмыстан дегендей айтқан.
ол кетпейді деп ішетіні бар еді, ол кісі ішіп кетті, жоқ болып кететіннің арасында жаңағыдай онлайн тексере салады деген сияқты біздің текстер. И ол жұмыстан шыға алмайды ешқалай. Құдайым, просто жоқ болып кетсінші деп, просто өйстіп сұрай бердім бар, жоқ болып кетсінші, жоқ болып кетсінші, просто жоқ болып кетсінші, жоқ болып кетсінші. Мен жұмыстан отказ бермеймін. Мен этап бір жерден кетіп тұрмын, екінші жерден кетуге менде құлық жоқ. Жоқ болып кетсінші деп сұрай бердім. Енді қызық. Чудо ғой шынымен. Мен жолы болғыш адаммын деп осы жерде де айта аламын. Жұмысқа барам, жазылып, жұмыста ажиотаж болып жатыр, шулап жатыр, не болып жатыр десем, жаңағы кісі жұмыстан кетіп жатыр. Басқа редактор келіп жатыр ма? Басқа редактор жоқ, басқа редактор болмайды пока что. Бірақ жұмыстан кетіп жатыр. Біз ана телеарнаға кіретін кезде петличкамен тың еткізіп өткіземіз ғой. И уақыт санайды ғой. Кірген келген уақытын санайды ғой. Обязательно. И таңғы эфирде міндетті түрде бір журналист болу керек, титрларды қарап отыратын. И және шеф-редактор болу керек. Сөйтіп, ол кісі келе алмай қалады. Сөйтіп титрдан бір ошибкалар кете ма сондай. Сөйтіп Астанадан түсет, анау журналистті жұмыстан шығарайын деп жатады. Шығарайын деп жатқан кезде жұмыс уақытын санын есептейді дейді ғой. Сөйтіп есептеген кезде журналист жұмыстан шықпайтын болып, шеф-редактор жұмыстан шығып кетеді, себебі 2 аптада ма 2 сағат құрамаған ғой келген. Тілегің қабыл болып кетіп тұр ғой. Сөйтіп кетті. Мен мәзбін ғой. Жұмыстағылар кетіп жатыр десе, қайғыра алмайсың ғой. Қуанып тұрып. Мен түрімде бәрі жазылып тұрады бар ғой. Ашыланып тұрсам да, ренжіп тұрсам да, мен бәрі түрімде тұрады. Былай қайтырым. Мәзбін ғой. Үфтен. Мен өмірімде чудо көп болыпты телеарнаға байланысты. Наурыз мерекесін өткізеді. Сол кезде қымыз құятын болып шығамын. Қазақша киініпші. Сонда бір 30 секунд, 1 минут қама келіп, келесінде қымыз құямын да кетемін. Қонақтарға. Сөйтіп, әшейінде стендап жасап жүрмін ғой, енді. Походу стендапты көрінбеген мен. Сонымен жасап құям, кетем, неге барам? Синейджіге отырып, жаңа қырқып отырам, монтировать етіп. Режиссердің ассистенті жүгіріп келеді. Нұрила, сенің арманың орындалды, арманы. Қандай арман, не болып қалды? Сен тележүргізуші болатын болың, қалай? Жүр түс бәрі күтіп жатыр сен дейді. Астына түсем, сөйтсем Астанадан 2 сағатта 3 звонок келіпті. Жаңалықтар жүргізетін болдым дейді. Бөля, мен қалай жүргізем? Мен күліп жүргізем бе? Қоямын. Күліп үйреніп қаламын, камера қоса салды, мен автоматически күлетін. Депші, бітті. Креативный. Қаншалық жасадың Астанада? 1 айдай болдым ау деймін. Ол кезде жаңағыда жігітпен сөйлесіп жүрдім, сол кезде. Жігітпен деймін, не деймін деп па? Ғабитпен ба? Ғабитпен сөйлесіп жүрдім. Ол кетер алдында маған уәдемді алып қалды. 1 айдан кейін келдім. Мен қайтып келмейтін мақсатпен кетіп бара жатырмын ғой негізі. Қайтып келем деп уәде берді. Уәдемді алып алған, мен бірақ ойымда қайтып келу жоқ болды, бірақ тоже Астанада бір оқиға болды. Маған ол кезде Инстаграм жүргізетін мен. Инстаграм салып отырамын, себебі тараздықта 5 мың ба подписчигім болады, 5-6 мың. Тараздықтар оқиды. Ана тараздықтар үшін мен өліп қалмағам, мен тірімін, мен яқта жүрмін деп саламын осы кезде. Көп салатым, сөйтсем, жаңа коллектив суық, Астананың коллективі. Мен туралындай бүйтіп іздеген. Ол телефондан шықпайды, Инстаграмға көп сурет салады. Андай-мындай, короче. Терген ғой, Мен жүргіземін, тракт болады, дайындала береміз, күніге дайындала береміз. Макияж жасайды, ананы істейді, мынаны істейді. 1 ай бойы почти солай өтті ғой. Сөйтіп, жиналыста қатты сөздер айтты. Қатты сөздер айтты, бүйтіп диккат етіп жатыр, бүкіл коллективтің көзінше. Ішім андай алай-дүлей, не в своем тарелке сезіндім. Алматым жылы, күшті. Сосын көп әңгіме естідім, 24 кезетін жүргізушілердің бәрі любовницалары деген нәрсе естідім. Сол кезде депутаттардың любовницалары, білесің ба, сен эфирге шыққаннан кейін, сен біреуге ұнап қалсаң, уже әңгімелерді естіген. Ұнап қалсаң, сен депутаттар сені асқа шақырады. Уже сондай әңгімелер естідім. Өзім айналайын зорға құтылған кезде, үф деп жүрген кезде, анасына айып, тағы сондай мен жолған ба деген қорқыныш тұрды менде. Сол үшін күйеуге шығып кеттім десе. Болды. И мен спасательный круг болды ғой, примерно. Ғабит сен үшін.
бұл рас. Неше жасың нешеде болды? 21-де. 20-дамын. 21-ге толып. Мен хотя деп айтайын, мен ешкім ойламайтын тұрмысқа шығады деп ерте. Мен айтатын, мен ең соңғы шығам сендердің араларынан деп туысқандарға қыздарға айтатын. Ең бірінші шығып кеткенсің. Ең бірінші шығып кеткенсің. Сөйтіп Астанадан Алматыға айттым, өзім кетем деп. Қайтайын деп. Бірақ жақсы көрдің ба Ғабитті? Қазір ойлансам, мен жақсы көруге қатты тырысқан адам екем. Татталы қатты тырыстым. Мүмкін жақсы көргенде шығармын. Енді ойлаймыз ғой, жақсы көру, ол өмір бойы жақсы көру керек. Бұл қалып қалады деп ойлаймыз ғой. Олай болмайды екен. Адам көңіліңді қалдыра берсе, жаныңның жарасын түсінбесе, жаныңмен үндес болмаса, махаббат жоқ. Махаббат дегенге келмейді екен. Мүмкін мен қатты идеализировать еткен шығармын махаббатты. Жаңағы оқып алған кітаптардан дейсің. Мүмкін, бірақ шындыққа тұспа-тұс келген кезде махаббаттың дәл мен өмір сүрген жылдарымдағы махаббаттың көрінісі ондай болмау керек екенін түсіндім. Хотя бізде жеңгелер, туыстардың өткен өміріндегі тәжірибесі бойынша это нормально. Почему? Бұл да бір махаббаттың бір несі сияқты, аспекттер сияқты да, сені запрещать етуі, рұқсат бермеуі. Ол қызғанады деп. Ол қызғанады, ол сені жақсы көргеннен, қолын жүргізсе де, ол арасында болып тұрады. Осындай нәрселер. Еркек қой ол дей ма? Ол еркек болды. Ақтап алады да бәрін солай. Бізде осы салада жүргендердің ішінде, мен саған айтайын, именно телевидениедағы мықтымын деген әйелдердің бәрі демей ақ қояйыншы, мен танитын бір 3 әйел бар шығар сондай. Айтпайды, айтпаған, бірақ күйеулері ұрған. Әлі де ұратын немесе ұрған деген сияқты кешірген. Бірақ олар айтпайды. Нуриляның мен жалпы білмеймін, бұрыннан оқимын, таныйым, білем ғой, бірақ мен ана постты оққан кезде мә, красавчик. Емес ол, на самом деле, вообще жұлдыздардың. Вообще в целом, жалпы әйелдердің, жұлдыз емес әйелдердің. Біз отырғанбыз ғой сенің алдында. Қанша әншінің әйелі үйінде таяқ жеп жүр, но айтпайды, и сыртқа идеально семья көрсетеді да, вот реально идеально кәдімгі болады ғой. Я тоже так показывала. Да. Мен де солай көрсеттім. Мен не үшін айттым? Айтпасам да болады. Не үшін айттың? Маған бұл ауыр бір жүк болғандай болды. Себебі мен Инстаграмға өмірімді қалай бар көрсетіп жүрген адаммын ғой. И вдруг жоқ та, и вдруг мен айтпаймын. И мен андай өзімнің оқырмандарым алдында өзімді андай не сезінгім келмеді. Өтірікші сезінгім келмеді. Жаздың, одан кейін қарсы атылды ма? Абьюзерлар олар. Мәссаған, міне осы мен ең қатты қорыққаным жазып салуға кішкене қорқыныш болды. Қалай болады, ақыбатым қалай болады. Мысалға мен табысым Инстаграм. Сөзін ашық. Инстаграм арқылы табыс табам. Қалай болады екен? Мені қалай қабылдайды екен? Не болады екен? Жұрт не дейді екен? Әке-шешем. Мен бірақ әке-шешеме айттым. Мам, пап, дайын болыңыздар. Кім не десе де, бірақ мен өзімдікін салу керекпін. Мен жауапкершілік бұл мен үшін Инстаграм. Сіздерге может мынандай шығар, бірақ бұл мен үшін жауапкершілік. Және де мен оқырмандарым үшін қалай бар айтуым керекпін деп есептеп тұрмын. Мен ішкі жаным соны қалап тұр. Олар білет бірақ. Иә, білет. Кейін білді ғой. Вот жарайды қызым, көңілің қалаған істе. Сені любой положениеда поддерживаем деп. Мен әке-шешемнің сондай поддержка бермей қалмайды, наоборот. Нағыз әке-шешенің дұрыс жасайтын қадамы ғой. Әке-шешесін соған қолдау керек. Бірақ бар ғой, мен сөйтсем, мен өзімнің нем, балалық нем ба, түсінігім ба, немесе мышлением ба, мен әке-шешеме ештеңе айтқан емес. Ол бірден басталды ма, үйленген жылдан? Бірден басталмады. Қанша уақыттан кейін? Так, бірінші баладан кейін шығар. Ол
ішпейді мысалы да, ішіп келіп қол Бұл көтереді. үшін ішудің қажеті жоқ. Негізі қол көтеретін адам үшін ішудің қажеті жоқ, шегудің қажеті жоқ, тағы басқа. Ол оған байланысты емес. Мен не үшін психология оқып кеттім? Неге бар ғой, мынандай сөз бар ғой. Жылаймыз ба, күлеміз ба? Психологтардың бәрі күйеу үшін психолог кеткен деп ше. Күйеу сондай отношениядан кейін, қарым-қатынастан кейін психолог кеткен. Бірінші шынымды айтайын, мен өзімнен кінә көретін. Себебі мен ойымды ашық айтамын. Мен бір нәрсе айтып тұр, оған ұнамайды. Мен ойымды ашық айта саламын. Инстаграмға бір нәрсе салсам, өшір. Просто бар ғой, мен ең ауыры сол болды ғой маған. Бір период болды да, күнде кәдімгідей сен онымен бірге түсіріп жүрдің. Мен күйеуімді салып бастадым, қанша охват жинайды екен, қанша лайк жинайды екен, көріңіздер, бірге бір видеолар салып жүрдіңдер. Бір какой-то период болды. Его стало много у тебя на страничке, и бац, жоқ. Может, попытка была. Мынандай нәрсе бар да. Качеля. Это такая качеля, которая ты любишь эту качелю даже. Потому что ты не понимаешь, что это качеля. Эмоционально? Да. Любой адам мысалға істерін істеп алады, сосын кешірім сұрағанда әдемілеп тұрып артын ухаживание, романтика. Ойлаймын, это бәріміз де сөйтеміз деп ше. Сондай период қой. И мен түсінігім сол кезде өзімді кінәлау болатын. Мен мүмкін кінәлімін, ойымды ашық айтқаным үшін. Үндемеуім керек еді. Үндемеуім керек педі деймін да, бірақ қалай мен айтпаймын? Неме онда өмір сүрем бұлай? Не үшін деймін да? Айта алмасам, отырып шүйіркелесіп өз ойымды жеткізе алмасам, ол егер мені маған бір поддержка бермесе, басында инстаграмға түбегейлі қарсы болды. Өшір дей беретін. Мен айтам, мен телеарнаға барып атқан жоқпын, хотя болсым қалсыншы. Мен жанымны бір бөлжеген өсеға сап тұрайыншы, мен кішкене естейтін. Былай айтқанда мен телеарнаны инстаграмға алмастырып тұрмын ғой. Творческий адамға жазып тұру керек, ең құрығанда. Жазып тұру керек. Сүріп кетті қойғырсын жазудан. Басында содан басталды ғой, мысалы. Мен жазбайтын адамдарға жазылмайтын, о бастамыз. Жазатын, мен оқи алатын адамдарға ғана жазылдым. Сөйтіп, бірден басталған жоқ, примерно сол бірінші баладан кейін. Ол мен бір нәрсе айтып өтейін. Сол кездегі түсінік, әйел адам бала босанғаннан кейін балаға өзі ғана қарау керек. Түсінесіз бе? Мен қазір ойласам, құдайым, Нұрила, жаным деймін ғой, өзімді, жаным, сен сондай нәрселерден өтіпсің ғой, сен солардан өте тұра естіп күліп жүріпсің ғой, андай. Еще ол әдемі болу керек, еще оның тамағы дайын болу керек, еще оның үй жинаулы болу керек, еще оның фигурасы ақ болу керек. Еще қайын жұртқа күшті келін болу керек. Еще күшті келін. Мен жаңағы туысқандарға ешқандай нем жоқ. Наоборот, оларға мен разымын. Олар наоборот мені былайша айтқанда қолдады дейін. Инстаграмымды қолдады. Нұри, сен күшті жүресің, жүргізе бер, молодец. Енең, атаң. Олар енді ол жағына еш нәрсе айтпайтын. Потому что олар түсінді, бұл блогпен ақша келіп жатқанын түсінді. Ал Ғабит те поддержка берді, ол блогтан ақша түсіп жатқанын көрген кезде. Когда ты уже доказала, что это какой-то бір пайда келтіретін нәрсе екенді. И сосын жаңа тренд болып кетті қазір блог жүргізу ол кезде. Сосын коллекцияңды аштың, Сылқым коллекшн, ол бөлек продажа, бөлек доход. И естественно, ол оған ұнады. Гифтер деген сияқты. Сондай нәрселер. Основной доход табыс табушы кім болды? Не для кого, может для зрителей секрет. Я-то знаю, что әншілердім таппайды. Қалай айтсам екен? Мен енді қырып жойып таптым демеймін, но мен жақсы таптым. Шүкір, өте жақсы таптым. Мен бірақ ешқашан табысты менікі деп бөлген адам емеспін. Себебі мен түсінігімде Аллах маған беріп жатыр, қазірше. Ол әзір ма, қанша уақыт ол Құдай біледі. Ол менің, жалпы менде ақша болса да мен үйге беретін адаммын. Мен сондай өзіме тығып. Өз бала-шағаң. Бала-шағаң, айналып келгенде ішіп жерің деген сияқты ғой. Менде ондай нәрсе болған жоқ. Бірақ кейіннен уже мені өзгерткен нәрсе, қазір айтатын, Роза Әшірбаева. Оның қазіргі тренд болып жатқан емес, ол кезде ол кісі қатты инстаграм жүргізілмеген, бірақ оқитынмын, тоже жақсы. Негізі Роза Әшірбаева өте керек бізге ақпаратты береді ғой. Миыңа
жаңа леп береді ғой. Сонда бір курсы болды, 3 жыл бұрын ол. Жертва болма деген, соны алдым. Ол курс, кстати, әлгіге дейін. Мен соны ең алғашқылар болып алғам. Неге алдым? Себебі мен ойлаймын да, мен негізі дұрыс ойлайды екенмін да, бірақ сыртқы қоғамның ярлықтары, установкалар деймін, сол бәрі мен басады екен. Мен өзім рамкада өмір сүріп жүрген адаммын, вообще рамка жасап алғам да, анау бүйтеді, мынау бүйтеді, ана бүйтеді, еще әншейін әйелі, еще блог жүргізіп жатырмын. Сонымен сол курсты оқытып қарадым, мен түсіндім, мен қандай рөлде екенімді. Жертва екенін түсіндім. Жертвамын, спасательмін, абьюзермін. Негізі ол жерде бірақ рөл де болмайсың, ойнап отырасың. И проценті бар да. Мысалы, жертва рөлі менде 60% болса, или спасатель 40%, андай 10% абьюзерсің. Абьюзерствоны кімге көрсетесің? Өзіңнен слабый адамға. Балаға. Это игра, бұл бар ол бітпейтін ойын. Оны біздің әке-шешелеріміз ойнаған. Бәрі ойнап келе жатыр. Бәрімізде бар ол. Бар ол бізде. Сен сразу ойланғансыз ба, так. Ол бар ғой. Карман үшбұрышы деп атайды, ол всегда. Ол кетіп қалмайды екен. Ол арасында ол қосылып тұрады. Сен уже біліп тұрасың, жертва етеді тұрсың ба? Сен абьюзер бола саласың оған. Или спасатель. Сен уже білесің. Мен осознанно білем қазір. Кімге абьюзер екенін, кімге спасатель екенін мен уже білем. Бірақ маған ол ойын ұнамайды. Мен оданша ашық, еркін ойды айтып, ұнамайтын жерін конкретно айт, ұнамайды, болды осылай сөйлескен маған. Жеңілдірек. Кейде айта салам, сен жертва етіп отырсың, болды, қойшы деймін. Кейде де болады ғой. Құрбылармен не істеген кезде, сен жертва рөліндесің, сен өйстіп шықпайынша, саған мынау состояние ұнап тұр. Потому что ол состояние бізге ұнайды. Бұл качеляда біз өстік. Бізде ол қанымызда бар болып тұр да, енді оны, конечно, біз өзгерте аламыз. Көргеннен кейін, былайша айтқанда көп нәрсе норма болып кететін сол екен. Жаңа айтады ғой, әженің өмірін қайталауың мүмкін, жаңағы мама жақтан, папа жақтан, өз шешеңде болмаса да. Сенің балаларыңда болмай, немерелеріңде болмау, генда сақтап қалады. И просто андай ғой, сен не қоюың керек та, тоқтатуың керек та бұны. Болды, менің генімда енді жертвалар болмайды. Нейрондарды үзесің, новый нейрон жасайсың. Иә. Артынан аманатың қалсын дейді ғой. Бізде оны мүлікке санайды қазақтар. Мүлік емес, ол аманат деген мышление екен. Сен түсінігіңді балаға аманат бересің, болды. Сен өмір сүрген қалпыңды, түсінігіңді, өмірге деген көзқарасыңды балаң аманаттайды екен. Қанша сөйтіп розаны оқып, бірден ажырасуға заявление жазылды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Все равно пыталась спасти брак. Я не пыталась, я просто зажила заново, как хотела. Мен, менде 3 бала бар. 3 баламен никак ешқайда шыға алмайсың. Қалай шығасың? 3 балам деп шыққың да келмейді ғой. Сен де кете алмайсың. Шыққың да келмейді, қыдырғың да келмейді. Қыдырасың ба? Балаларды қыдырып қаласың ба? Бір жұмыс, осындай бір съемкаға барғың келсе, 3 баламен барасың ба? Например, да, мен қанша 4 жыл ма, 4 жылдай бұрын няня ала бастадым. Өзім төлеп, өзім не істеп, бірге тұрғызып алдым ғой зато. Себебі мен блог жүргізу керекпін. Еще өзімнің онлайн саудам бар, ары бері. Сосын өзімді қолға алғым келді. Фитнеске барым келді. Өзіме көбірек уақыт бөліп, далада просто жалғыз өзім жүргім келді. Просто өзің жалғыз, ешкім сені миыңды ашытпайды. Просто өзіңмен өзің ойларыңмен болды. Осы состояние қатты керек болды. Просто хочется, бүкіл әйелде ғой сондай. Ана кісі қатты түсінеді сені. Просто өзіңмен өзің кайф. Маған нанға барып келу, дүкенге бақыт еді ғой бір кездер. Жалғыз өзім. Сол нәрсе, білмеймін, қатты ұнап қалды. Сонымен түсіндім бәрін, няня бар етін. Мен уже үйге келем, тамақ бәрі дайын тұр, мен кухняға араласпай кеттім. Себебі менің энергиям кухняға жетпейді. Мен басқа да нәрселер істеп жүрмін. Сосын мен түсінігімде әйел міндетті түрде күніге тамақ дайындау деген түсінік жоқ уже. Оған шүкір. Егер менің энергиям, менің көңіл күйім тамақ жасай алатындай болып тұрмаса, мен тамақ жасамаймын. Себебі мен тамақ жасау арқылы сондай көңіл күйімді мен ана баламның асқазанына беремін мен соны. Ол жақсы нәрсе емес. Ас деген адал болуы керек дейтіні, ол тек қана шошқа болмау керек емес.
сен оны көңіл күйің де дұрыс, ниетің де андай болады ғой. Әйелдер айтады, бақытты болып ұшып жүріп күліп ойнап тамақ істеу ол бөлек, ал істеуім керек деп деп істеу ол бөлек. Мен соны түсіну керек деп ойлаймын да, ер азамат та, әйел де, басқасы да, жалпы отбасы соны түсіну керек. Көңіл күй жақсы кезде тамақ ішіңдер, істеңдер, істемеу керек емес қой, бірақ дегенмен күніге бір нәрсені істеп қайта ол оңай емес. Түрткі болды саған мысалға соңғы точка, или ол тараптан болды ма? Ол тараптан болды. Ол тараптан болды дегенде, мен өзім ондай шешім қабылдадым. Басында оны бір жылдан кейін ғой, мен Роза Әшірбаеваны оқып алдым, уже көрдім, былайды қарадым, жан-жағыма басқа көзқараспен қарай бастадым. Қайтадан бая қалпыма келіп кітап оқып бастадым. Оған қоса кітап алу дүкенінің амбассадоры болдым. Менде мүмкіндік көп болды. Қалаған кітабымды оқимын. Прям шынымен андай өзінің пустой дейді ғой. Біз енді үйде отырып деградацияға ұшыраймыз ғой енді. Сол нәрселерімді не істедім деп ойлаймын. Жаптым деп ойлаймын сол уақыттары. Одан кейін мен ойымды былайша айтқан кезде бала тәрбиесінде әңгіме бола ма? Мен айтамын, сен 50% міндеттісің деп айтатын болдым. Оған ұнамайды. Оған ұнамайды. Мен айтамын, балабақшадан сен алып кет. Алып кетпейтін оған. Алып кетпейді. 1-2 рет барады, оның астында көлік бар, менде не көлік жоқ. И таксиге өзім төлеу керекпін, и өзім алып кету керекпін. Еще менде ар жағында магазинім бар. Мен былайша айтқанда бөлшектеніп кететін. Мен күніне 30-40 мың жаратам таксиге, плюс балаларды өзімен бірге магазинге алып кетемін. Ояққа барған соң тамақтарын беру керек. Еще няня болмай қалған кезде өте қиын болды. Няня бар кезде няня барып алып кетеді, сөйтіп жүрді. Бірақ балалардың бұл жерде мен тіпті оған міндеттегенім емес, бұл жерде мен балабақшаға барып балаларды алып жатқанда балаларым айтады, бізге неге әке келмейді деп айтады. Олар анау көреді ғой басқа балалардың әкесі алып кетіп барған, әке бүйтіп тұрғанын қалаған ғой. Мен соны кезде түсіндіріп айттым. Жоқ, жақсы көреді, балаларға жақсы қарайды, андай ойнайды деген сияқты. Қайтсам, жарты сағаттық ойын ғой. Ойнайды, тара кетіп қалады. Ойнайды, дейді де кетіп қалады. Но ол деген фундамент емес қой. Фундамент ол әке мен шешеде барлық жағдайда бірдей болып жүру керек та. Неге бізде бүкіл ұлдар мамсик дейді? Мамасының баласы. Себебі өмір бойы мамасын көріп келе жатыр, әкесіне деген ашу көп, оған қоса мамасына да претензия жетеді. Себебі мамасымен отырады да өсектің бәрін тыңдайды. Например, ұл балалардың өзі кішкентайында. Несін жасырамыз да? Әр балаға деген тәрбиеге екі ата-ана бірдей болу керек. Бірдей қарым-қатынасты жасау керек. Немесе балаға айттың ба, мен саған алып беремін деп уәде бердің ба, істей алмайсың ба, уәде берме. Қазір емес деп. Мен мысалға бір нәрсе уәде берем ба, мен саған осындай алып берем, осындай қалап тұрмын десе, сырға деймін. Мен ананы сырғаны алмайынша мен жаным тыншымайды. Мен себебі уәде беріп қойдым, ол көзі жәутеңдеп күтіп жүреді ол мені. Бала ұмытпайды ондай нәрсені, ұмытпайды екен. Соның бәрін түсіндіріп айтамын, я түсінеді. Бірақ жауапкершілікті айналып келгенде маған артып қойды. Маған өте ауыр болып кетті. Мен мен айттым, сен азанда хотя бы апар, кешке өзім алып қайтам. Азанда балаларды апарсан, балабақша кешке өзім алып қайтам. Жоқ, жатып алады. Тұрасың, барасың. Мен оған ермей тұрам, барам, бара беремін. Қазір де жүріп қой, өлмейсің ғой нәрсені, өзіңнің балаң ғой. Мен андай қинап құрғым келген шығар баламен коннектті. Түсінем, оны қинап ешкімге ештеңе істете алмайсың, ол өзі осознанно келу керек. Енді ол осознанно оны қабылдамай тұрса, мен оны қайта кіргізе алмаймын оның миына. Оны түсіндім. Сендердің осы шешімдеріңді жақындарың, оның жақындары қалай қабылдады? Енді оның жақындары маған ештеңе айтпады. Сенікі дұрыс емес. Ақылға келіңдер деген сияқты болмады. Айтты енді ақылға келіңдер, енді үш балаларың бар, енді типичный сөздер. Оның бәрін түсініп тұрмын. Олар да өтті ондай нәрседен, енді өте салсын деп тұр. Олар да жанашырлықпен айтып тұр. Оның бәрін мен түсінем. Ондай ойлар үшін де рахмет. Бірақ мен ол оймен өмір сүрдім, көрдім. Соңында мен бақыттымын ба деген сұрақты қойдым өзіме. Мен балаларым қаншалықты бақытты болады деп қойдым. Сосын қаншалықты сен осы өмірге тағы да шыдай аласың дедім өзіме. Мен түсіндім. Махаббат деген
бұл нәрсе емес екенін түсінгенде мүмкін мен осындай шешімге келдім. Махаббат ол сені қайта қысып, өзінің түсінігіне айналдырып алып келу емес, сенің қалауларыңды өшіру емес. Тек менікісің деп алады ғой олардың ойынша. Былайша айтқанда, меншік деп алу. Мен сонда ойыншықпын ба, затпын ба, мен зат болғым келмейді. Ортақ қалау, ортақ шешім, ортақ. Былайша айтқанда екі түрлі түсінік қой, үйлеспейді түсінігіміз. Үйлеспейді екен, мен үйлестіре алмайды екенмін. Психологқа бардық, психолог демей-ақ қояйын, Төребек Бекбаев. Бірге бардыңдар ма? Бірге. Төребек Бекбаевқа бардық. Мен енді бір айтқам, сен екеуміз енді сөзбен көп келіспей қаламыз, түсінігіміз келмейді. Өзі Төребек Бекбаевқа барған екен өзі. Сосын екіншісінде ме, үшіншісінде бірге алып кел деп айтыпты. Бірге бардым. Ол кісі отырады да, айтыңдар дейді. Просто айтыңдар дейді. Не айтам, отыра бердім. Ғабит айтып бастады. Қалсам ба менде? Ал кезесінде айтып отыр едім. Тұрды да. Просто әйелің саған меншік емес деді. И знаете что? Өмірімде бірінші ер адам әйелді солай айтып тұр. Көзім жарқырап қалды. Ғабит ондай айтады деп барған жоқ. Ұрсат примерно камнаған деп ойлады. Жоқ, мен просто бар ана кісінің түсінігіне сондай көркем мінезіне мен деп. Неужели исламның өзін ол сондай көркем жеткізіп тұр? Мен исламды оға дейін ауыр қабылдаған, мен қазір жеп жеңіл андай. Білмеймін. Сол кісіден кейін мен исламға деген көзқарасым өзгерді. Дұрыс, адекватный ислам. Иә, ол айтты. Ол сенің меншігің емес. Меншігің емес. Ол қалай не істесе де сен ешқалай запрет бере алмайсың. Ол кісі өте күшті түсіндірді. Ол деген сөз қызды қымбатты әйелдер қуып кету деген емес. Просто грань бар орада кеше қазіргі. Просто еркектің де әйелдің де өзінің бір шекаралары бар. Сол шекараларды түсіну үшін лучше Төребектің сабағына барыңыздар, Төребек мырзаның. Сол нәрседен кейін уже былайша айтқанда мен кіммін, не істеп жүрмін дедім өзіме. Не ұнайды маған, не ұнамайды. Мен Ғабит айтқанын істеп, Ғабиттің айтқандарын ғана істеп жүрмін. Өзім айтқандарым жоқ. Ну, істейсің арасында. Но недостаточно менің жаным мына жерде тыншымайды. Мен тюрбан тағушы едім ғой. Тюрбан тағатынмын. Мен негізі тюрбанды тағып кетемін, мәңгі сол тюрбанмен жүремін деген ниетте таққан адам емеспін. Мен білем, жаулық деген ойнайтын нәрсе емес. Оған жүрекпен келу керек. Ақылың астасып үйге бірге келу керек нәрсе да, ол өзіңнің қалауыңнан болатын нәрсе да. Бұл орайда менде шешпе дегеннен келгеннен кейін мен оны сәнді қылып алдым да, өзіме удобный қылып алдым, былайша айтқанда. Ұнайды ол тюрбан, бірақ тюрбанды да тағып келін сияқты керек кезде осылай да жүргім келетін. Негізгі қалауым сол етін. Оған маған не шектеу қоятын Ғабит етін. Шешпе. Құдайдан ұялмайсың ба осындай сөздер. Жалпы дінмен басып айтып шынымды айтайын, уағыздармен айтып басып тастаған кезде сөйлей алмай қаласың ғой. Мынандай бірінші қазір. Енді мына ажырастыңдар, кетті, иә? Қандай ощущение болды іште? Өкініш, пустота, немесе қуаныш, немесе бір андай еркіндік па? Анау дәстүр фильмдегідей. Еркіндік дейм ба? Істеп отыр ба? Еркіндік деп. Бірақ шын мәнінде мен ажыраспай тұрып, мен мимен ажырастадым. Оймен ажырасып тастадым. Өзімді дайындадым. Шынымды айтайын, мен дайындадым. Себебі мен мынаны түсіндім, өмірде еш нәрсеге гарантия жоқ. Жоқ гарантия. Мен просто оңды солымды қарадым, қабылдадым. Ол бар болса да, жоқ болса да не істеуім керек, қалай. Сосын махаббаттың, жалпы бар ғой, махаббаттың ондай болмайтынын түсінгенде мен уже нормально болды. Былайша айтқанда бәрібір. Үзіліп қалды ма барлығы? Иә, үзіліп қалды. Кәдімгідей. Қазір қарым-қатынастарың қандай? Онша емес. Анда? Онша емес дегенде сөйлеспейміз, нешін сөйлесеміз. Тек балаларға қатысты ғана сұрақтарымызды қоямыз, болды. Бізде осы ажырасуда да әлі қазақтар дұрыс үйренбей келе жатыр, иә? Мен негізі қалаймын.
әке шешесі ретінде жақсы сөйлесіп бас адекватно қосатын жерде мен енді қосып білмеймін ар жағы қалай екен, бірақ маған Ақан Сатаев пен Назира бар ғой, мысалы маған сол кісілердің ажырасу процестері де ұнайды да. Екеуі адекватно, екі осознанный человек иә. қой. Енді білмеймін, шын мәнінде қалай екен білмейсің ғой, может оларда Сырттай солай инстаграмға көрінеді. әдемі көрсететін шығар ол Назира. Сколько пережила, мы же не знаем, да. Но білмеймін, или Ақан аға сондай жаңағындай оқыған көз ашық көкірегі ояу азамат болғасын ба білмеймін, бірақ сол процесс бізде көп отбасыда жоқ та. Ажырастың, хорошо, екі жақ шештің, но балаға келген кезде адекватно сөйлесіп, какой-то туысқандар, енді сенің әлі де олар туысқандарың болып қалды. Ертең қызың ұзатылғанда, балаң үйленгенде де Абыроймен ана жерде тұру керек та, иә. Осы нәрсе бізде әлі жоқ, қазақ отбасыларында. Себебі бір-бірін кінәлайды. Сол кінәдан артылмайды, сол кінәлау процесінде балаға деген жауапкершілік жоқ болып кетеді. Ер адамда көбінде. Сөйтті бүкіл жауапкершілік әйелде болады. Мен соң кездер ойлап жүрмін да, мен мақұл әйтеуір табыс тауып жүрмін. Қаншама елдер табысы жоқ, қанша жыл үйде отырды, онан қорлық көрген шығар, мүмкін мінездері келмеген шығар, екі бөлек кеткен кезде ол қалай күнін көреді? Қашанға әке шешесіне масыл болады? Масыл деп айтамыз, бірақ масыл болмайды. Бірақ қанша дегенмен өзінің отбасы болып қалған нәрседе әйел ол ұзақ өзін кінәлі сезініп біртүрлі болады ғой. Ойлаймын да, барлық жауапкершілік әйелге түседі. Неге деймін да? Неге баласы бар екенін ұмытып кетеді да, через некоторое время. Неге бізге түсу керек? Әйелге бұл жауапкершілік неге тіпті заң қабылданбайды деп ойлаймын да. Жауапкершіліктің өзін дұрыстап қоятындай, алиментпен ғана әке құтылмайтындай. Неге деймін да? Ол айналып келген кезде не то что ақшалай, ол басқа жағынан да балаға беру керек нәрсесін беру керек қой. Аптасына 2 күн хотя бы кездесіп. Міндеттелу керек деп ойлаймын да. Не так, что аптасына 2 рет көрсе болады, или мындай емес. Міндеттелу керек деп ойлаймын да. Заң бойынша, егер біздің ұрпағымыз, болашағымыз жарқын болу үшін де баланың да ой өрісі, әке шешесі бар екенін, тіпті олар ажырасқан болса да, дұрыс қатынаста екенін, дұрыс көңіл бөле алатынына сенімді болып өсу керек та балада. Анасына айталатын әңгімесін әкесіне де айталатындай. Бір сондай бір жағдай жасау керек деп ойлаймын да. Бірақ мен ойлаймын, егер әр адам өзі жауапкершілік өзіне ала алатын, толыққанды тоқтаған, ақылы жағада не дейді? Ақылы кірген деп айтып жатамыз ғой. Жалпы сондай адам ол өзі қолы нәрсені істейді деп. Балаларға сыбырлап айтып отырмын, балаларға қалай түсіндірдің? Әлде олар білмейді ме? Бір психологқа бардым. Ол психолог Алма деген әйел кісі. Өте андай екен. Ол андай инстаграмный психолог емес. Кәдімгі оқыған, қаншама жыл стажы бар, сурет салдырды, не істеді. Сосын көп әйелдер ажырасам дейткенде сурет салған кезде әлі дайын емес екенін көрініп қалады екен. Сонымен маған түсіндірді, айтты, андай-мындай. Сосын мен мысалға туысқандарын айттым, бәрін жақсы көремін, андай-мындай бәрін айттым. Үстен балаларға айтуды қалай деп едім? 5 жастан кейін балаға айту керек деді. 5 жасқа дейін ол әлі түсінбейді. 5 жасқа толғанда айтып түсіндіріп көресің деді. Мен түсіндіргенше түсіндірдім, айттым, түсінеді. Папа қашан келеді, анау деген сияқты сұрақтар болды. Ондай не істемейді, өздерінің телефондары бар, сөйлесіп тұрады. Кез келген уақытта сөйлесе алады, кез келген уақытта алып кете алады. Сондай қазір. Соған қуанамын. Маған сол ең бастысы, сол өзі қарым-қатынасын үзбесе екен. Мен жек көрмек түгіл, жек көріп не деп айтса да, әйтеуір балалармен қарым-қатынасын үзбесе екен. Егер үзгісі келіп жатса, оған да қарсы емеспін. Жалпы қарсы емеспін. Үзгісі келіп жатса. Енді мынандай сұрақ. Өзі білсін. Көп әйелдер, тағдырлас әйелдер сенімен бұл деген тұрмысқа шықпай құрсыншы деген ойда болады. Ол жағынан көзқарасың қалай? Әлі ойланған жоқпын десе. Ойланатын мүмкіндік жоқ, надо зарабатывать. Жоқ айтамын. Бірақ білмеймін, ол жағын ештеңе айта алмаймын. Мен деген андай, қалай айтсам болады, өзі жаныңа үйлес, бір Құдайдың өзі дайындаған адам шығар, бар шығар, бірақ қазір мен өзімнің қазіргі состоянием өзімен айт, я не хочу этого опять быт, тамақ істеу, ой, рахмет, деп па. Әңгіме одай емес, қанша дегенмен андай қамқорлық, оның бәрін сезінгің келеді, иә.
бірақ мен соншалықты либо проработалась, мен өзімен өзім қалған өзі қазір маған жақсы. Мне нравится. Мне комфортно Комфортно с собой, даже со своими мыслями, тараканами дейді ғой. Сондай. Маған қазір комфортно. Может, шықпаймын. Өзім ойым өзгеріп жатса мүмкін, білмеймін. Қазір маған осындай. Действительно такой человек, который сенен күнделікті тамақ сұрамайтын, ну, грубо говоря, олай емес. Жаңағыдай. Білмеймін ол бір европеец болу керек. Жоқ, тамақты істеуді емес қой. Мен тамақ істеуім келмейді емес. Сенің дәрежеңде ойлау жағынан. Сен, когда есть махаббат, сен өзің қандай махаббатпен тамақ істейсің. Даже жігіттің өзі тамақ істейді. Соны айтып отырмын. Даже сен бір нәрсе жасап отырсың ба, кел көмектесейін деп жасайды. Болды, бұны ол махаббат. Я, сен әйелсің, сенің міндетіңнен бәрі деп айтпайды ол. Менің подругам бар, күйеуі шетелде оққан. Ол кәдімгі подружкам сол жігіттің әке-шешесінің үйінде отыр, қамыр жаятын кезде, деп белім ауырып кетті деген ғой. Давай я продолжу. Андай орысшалауды өскен да, қарағандылықтар. Давай я сам дальше. Вот так, да, правильно, вот так, да, деп. Білмейді қалай жаю керек екен. Бірақ жайып бере салады да. Просто подружка белім де қалған ғой. Ой, давай я сам дальше. А вот так надо, да, деп еще сұрап алады да. И дальше жайып бере салады. Это бір ғана мысал да олардың өмірінен. Но мен всегда айтамын ғой. Ол соны өзі көрсетіп тастады да. Ол көрсетіп тұр да, ол қандай отбасы екен. Осындай жігіттер көп болса, ажырасу да аз болады, бізде бақытсыз әйелдер де аз болады деген сияқты. Сосын мынандай ойлайды көбісі, ажырасқан әйелдер еркектің бәрін жек көреді, олар анандай мындай деп айтады дейді ғой. Бір призмамен, ол өтірік. Мен мысалға олай ойламаймын. Мен бітті мысалға Хабит сияқты елдің бәрі деп айта алмаймын мен. Мысалға менің түсінігімді, ер азаматтарға деген түсінігімді өзгерткен күйеу балам бар. Сіңілімнің күйеуі. Біз бірге магазин аштық қой. Сол магазин ашылу процесінде өзі біраз нәрсе болады ғой. Анаусы бар, импульсия, анаусын аласың, ананы істейсің. Сол кезде үшеуміз жүріп істедік. Оларда 3 айлық бала болды. Мен сол кезде таң қалдым. Енді мен үшін таңдану болып тұр ғой сол моментте. Коляскадан көрмегем ғой. Коляскадан, багажниктен колясканы 10-20 рет өф демей шығарып, түсіріп балан қойып, бізбен бірге базар аралап, бәрін көтеріп. Тарасын жігіті. Мен қойым. Команда. Мен сол кезде түсіндім. Әйел мен ер адам бір-бірімен команда болу керек. Айнар ренжіп, ашуланып бір нәрсе болып отырма, сіңілім андай настроениесі болмай тұр ма? Кім? Жаңа күйеу балам андай сен бүйтпен, ондай нәрсе болмайды. Бір-бірін ментально түсініп тұр. Баласы жылап жатыр ма, әкел мен ұстай тұрайын. Мен қарай тұрайын, сен істей бер. Ондай нормально да. Мен такой, вау. Шүкір. Қыз сіңілім Москвада оққан, психология оққан. Ол кәдімгідей, ол андай четкий запростары болған да жігітке. Ол уже проработано. Я проработано. Менде запрос болмаған ғой. Ол кезде запрос не екен ғой. Бізге ішпейтін шекпейтін. Баяғы ғой сол. Запрос не екенін білмейтін кезде шығып кетті. Мен сол менің көзқарасымды өзгертті. Одан кейін де құрбыларымның күйеулері бар. Мысалға бірге дастархан отырамыз, маған айтады: "Ой, Нури" деп қойып әңгімені жібереді. Андай да граница көрмейді, андай бір өздеріне шектеп тастамайды. Шай құйып жібере салады. Андай әңгіме бар ғой, шай құюда емес әңгіме негізінде. Әңгіме көңілде, поддержкада, ол әйелдің де адам екені, ол тек бытовойдың құлы қылып қою ғана емес. Сен де шаршадың ғой, жұрт бар достармен қыдырып қайт. Нормально. Мысалға мен өзім еркіммен бір шығып қыдырып қайтуға андай міндетті түрде сұрану керексің, міндетті түрде регламент бар ол жерде, уақытымен осындай уақытта деген сияқты. Қайт, түнде жүріп қалсаң, түнде әйелдер жүруге болмайды. Ой, құдайым. Сондай бір нелер мен андай бір соңында уже бірақ еркектерге жүруге бола ма? Жоқ, на самом деле таңға дейін жүруге болады. Или қонбай ақ қойса да болады. На самом деле отношения жақсы болса, сен үйден олай қашқың келмейді. Түнге дейін сыртта жүрсем екен деп ойламайсың. Сен просто үйге азаматыңа, бала шағаңа асасың. Сен даже ол үйден шықпайсың. Сенің отношениең жақсы болса. Сен түнде шықсаң да, сен азаматыңмен бірге киноға барасың да.
егер отношенияларың жақсы болса, ол мүлдем басқа отбасының оқиғасы да, қазір мен айтып отырған. Ал түнге дейін жүріп қалатын әйел, ол понятное дело үйінде что-то нечисто да ол жерде. Потому что түнге дейін жүретін, түнмен қиыратын еркектер ше. Просто еркек дейін ба, білмеймін мен олардың природасын. Просто еркек емес, ол просто жауапкершілігі жоқ еркек. Жауапкершілігі жоқ еркек, иә. Просто ему дома некомфортно. Потому что дома шумно, дети есть. Может иногда үй шашылып жатады, потому что әйел реально физически үлгермейді. Это ему не нравится. А бірге келіп жинасу никак, да? Потому что оның түсінігінде әйел ғана істеу керек. Әйел должна все успевать, когда ол үйге кірген кезде. Мамасы все же успевать етті. Шынымен мамасы үйренді. Ол даже қолмен кір жуды ғой. Қолмен. Сенде стиралка бар ғой. Еще этот егіннің басында туған шығар. Сол анай құндылықтарды не істеп тастайды да, жоқ қылып тастайды да осылай. Сонда бала босанғаның қайда кетті, оны емізгенің. Сен жалпы бар ғой, біз әйел болып келгеніміз үшін кейде кінәлі сияқты болып қаламыз ше. Сен әйел болған үшін кінәлі сияқтысың, болды. Неге? Себебі сен әйелсің. Болды, басқа себеп жоқ. Себебі сен бүйтуің керек еді, сөйтуің керек еді, сөйтуге де бүйтуің керек еді. Неге біз осымен ғана өзімізді шектеп, мен білмеймін, ойлаймын да, рак болып ауырып өліп жатқан әйелдердің көбісі осындай обидадан, сөздерден, ішіндегісін айта алмай кеткендерден, шыдап өткендерден, шыдап, көтеріп, бірақ әбден шыдамай кеткенде солай үзіліп кетіп жатыр. Любой ауру стресстен ғой негізі. Негізі жаңа басында айттық қой, қазір әйелдер үшін комфортный уақыт болып тұр деп, иә. Шүкір, осы заманда өмір сүріп жатқанымызға, ең құрғанда осылай пікірімізді айта алатынымызға, бізде ең құрмағанда пікір айтатын қазір жерлер бар, жаңағындай әлеуметтік желі жылап аласыз. Иә, ең бастысы біз енді жаңағы ойбай бәрі шындықты айтсын, ажырассын деген мәселе емес қой бұл жерде. Просто адекватно өз-өзін түсіну керек. Мен даму керек, тоқтатпау керек. И жертва состояниясында жүрген әйелге сен қазір барып, сенікі дұрыс емес, ажырас десең де, ол істемейді, ол бәрі қайтып барады сол жаққа. Пока что өзі түсінбейінше, да. Сондықтан жалпы бәрі айтылған сияқты, өзің бір аяқтағың келетін ой бар болса, давай былай істейік. 20 жастағыларға, 21 жастағыларға. Не айтасың? Иә, жас қыздарға не айтасың? Әлі тұрмыс құрмағандарға дейікші. Ана жерден айта өтейінші. Неге салып жатырсың, Инстаграмға салдым деп айтады. Себебі менде өте қатты көп кері байланыс болды. Сондай зомбылық, зорлық зомбылықта өмір сүріп жүрген әйелдерден. Әлі күнге дейін жазады. Не істеймін деп, мен психолог ретінде көріп алған сияқты, кәдімгідей жазады, сұрайды. Жүрегім ауырады, мен айтамын, мен ештеңе айта алмаймын. Неме психологқа барыңыз, неме бүйтіңіз, болды, басқа ештеңе айта алмаймын. Біз танитын адамдар бар ма оның ішінде? Бар. Танитын адамдар бар. Ал 20 жасар, бой жеткен, сұлу, көркем қыздарға айтарым, сау қарым-қатынаспен, жаңағыдай созависимый отношение дейді ғой, қазақша қалай болады? Сол отношенияны жарымес қарым-қатынас дей салайықшы. Жарымес сау қарым-қатынаспен жарымес қарым-қатынасты ажырата білу керек. Махаббат дегеннің не екенін ұғыну керек. Мұхтар Шаханов та айтады ғой, екі парасатты адамның ақыл биігінде жолығуы дейді ғой. Сол екенді болды. Біз андай махаббат деп тұрмысқа шығып кету емес, ол сен тұрмысқа шыққаның, сенің не сорың, не бағың екенін түсін. Болды, сен бұл өмірде өзгелерді бақытты болу үшін келген жоқсың, жаным. Сен өзіңді бақытты болу үшін келдің. Сен өзің бақытты болғанда, сенің балаларың да, айналаң да бақытты болады. Солай айтқым келеді. Рахмет, Нұрила. Рахмет біріншіден подкастқа келгенің, екіншіден пікірлеріңе. Не дейміз енді? Ең бастысы, жаңағы бала-шағаң, 3 бала-шағаң бар ғой. Сен бақытты ана болып, бақытты әйел болып, сен тәрбиелеген балалар өте сондай бақытты анадан, бақытты әйелден тәрбие көрген бақытты ұрпақ болып өссін. Менің ойымша әйел адам үшін бастысы
осындай, иә, өзі де баласы да бақытты болу. Сол. Рахмет.